Естуімше сен оқығанда өте бұзық болыпсың академияда, бірақ ол өтірік десең де граньнан асып кетіп бара жатқанның өзінде де бүйтіп барып бір бәле қылып әйтеуір сол жерде жамап жуып тазалап кетеміз ғой бірдеңе. Астанаға сен көшпес бұрын бірінші осында Тюзда жұмыс істедің. Примерно 20 күн қалған кезде әйтеуір бір себептерге байланысты жұмыстан шығарып жіберді. 532 деген тақырыптың тиесі де шығып кеткен шығар, шаршап кеткен шығарсың. Мына жерде тұру біреулер вообще 533 дейді. Бар 533. Тез ашуланам, қатты ашуланып кетуі мүмкін бір моментте прям. Балта қайда, балға, найзаң. Әкең Шымкентте тұрады, анаң Алматыда тұрады. Араларың алыстап кеткен жоқ па? Енді ол кісі Шымкентте жатқанның өзінің себебі бар, ол кісі денсаулығына байланысты жатыр. Емделетін нәрсе бұл. Енді емделетін нәрсе шығар енді. Өзі шошаңдап жүреді ғой енді. Өзінен көрсін десің. Бір досың айтты маған, оның досы болу күшті, керемет, бірақ оның жау болу одан да қызық. Өйткені ол сені күшті формада ұстайды дейді. Армысыздар, қош келдіңіздер. Арнама бұл ашығын айтқанда жобасының жаңа саны. Айтпақшы каналға жазылыңыздар, көріңіздер. Және де мүмкін ыңғайлы болса сіздерге, ыңғайлырақ болса Easy ойын сауық операторының қосымшасынан да біздің шығарылымдарымызды көре аласыздар. Оның үстіне аудио подкаст платформаларының барлығында біздің шығарылымдарымыз бар. Көріңіздер, тыңдаңыздар. Және де естеріңізге сала кетейін, егер бүгін әңгіме барысында, сұхбат барысында сіздерге өте бір қатты ұнап қалатын сәт болса, идея болса, оқиға болса, бірден смартфондағы запись экранын басасыздар және де Инстаграмға саласыздар. Бізге ол үлкен көмек және де сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ал жаңа қонағым қасымда отыр. Таныстырмасам да болады негізі, өйткені барлығыңыз білесіздер. Бүгін менің қонағым театр және кино актері Әбілмансұр Серіков. Қош келдің. Қош көрдік. Өте қуаныштымын. Мен де. Рахмет. Бір реті келіп, сәті келіп, сені Алматыдан ұстап алдым. Өйткені негізі қазір Астанадасың, солай ғой? Негізі Астанадамын, иә. Астанада тұрасың. Көңіл-күй қалай? Керемет, тамаша. Мен таңғалып отырмын, өйткені біз сіздер енді айта кетейін, білмейсіздер ғой, біз таңертең кездесіп отырмыз. Әдетте осылай ерте шақырсам, бас тартады өнер адамдары. Өйткені енді сіздердің жұмыстарыңыз да негізі өмір стильдеріңіз де сондай ғой, кешіресіздер. Десең де. Бірақ ерте ояндың, барлығы дұрыс. Тамаша күшті, әдемі. Керемет, не жаңалық, не болып жатыр? Ой, жаңалық көп. Алматыға келу себебің? Алматыға келу себебім проект, кино, съемка. Марттан бері жүрмін. Март айынан бастап жүрмін. Осы қазір жүріп жатқан жол фильмінің түсірілімі болды. Март айында ораза кезінде. Рахмет. Одан кейін ауыл мұғалімі деген сериалға түсіп едім ғой. Оның екінші сезонын түсірдік. Одан кейін Таргет деген бір сериал бар. Оның екінші сезонын түсірдік. Одан кейін бір фестивальный полный метр рейс дейтін Балқашта түсірілді. Сенің бір арманың еді ғой, фестивальный киноға түсу. Жеттің арман? Жеттім. Қалай болды? Керемет болды. Мүлдем басқаша, және де режиссері да өзіндік бір көзқарасы бөлек, басқашалау, стилі бөлек. Шарипа Оразбаева дейтін режиссер. Ол кісімен. Негізі алдыңғы жыл түсірілу керек болатын. Біресе жаңағыдай көлік атып қалды, біресе суып кетті, біресе тағы бірдеңе болды. Сонымен үйтіп команда бас жиналып осы жазға кеп тірелді. Барып түсірдік, күшті болды. Команда өте тамаша. Режиссер өзі сондай күшті, керемет кісі. Одан кейін Олжас Нұрбайдың «Пельменное рабство» дейтін киносын бітірдік. Күшті болды, актерлар, вообще атмосфера күшті болды, кайф. Үзінділерін көрдім, бірнеше репортаж көрдім, сол кино жайлы сұрайын деп едім. Негізі ол комедия жанрында ма, әлде криминал ма, қалай? Өзің қалай сипаттай аласың? Енді читка кезінде Олжастың айтуы бойынша драмедия дейтін жанр. Драмасы да бар, комедиясы да бар арасында. Андай бір кәдімгідей жүрекке тиетіндей бір күшті сахналар бар, сондай бір бұйырса көресіздер енді, Құдай қаласа. Түсіріп біттіңдер? Түсіріп біттік. Бірақ сен әлі көрген жоқсың? Монтажды, бірінші нұсқаларың әлі көрмеген? Жоқ, ештеңе көрген жоқ. Драмедия деп кеттің, оның енді өзіңе естуімше, саған драма өзіңе көбірек ұнайды? Маған жақын. Драмаға жақын. Өзім табиғатыма, иә. А комедия жағын қалай? Комедия жағы да жаман емес, негізі. Қолдан келгенше. Күтеміз. Фестивальдік фильм деп кеттің, жаңағына өзің қалай айталады? Рысь. Рысь? Мәссаған, рысь деп аталады. Рысь деп аталады.
Желтая кошка болды, енді рысь шықты. Біздің сондай бір үлкен мәселеміз фестивальді киноны біз өзіміз, енді біз көрермен көбінесе көре алмаймыз. Өйткені фестиваль аралап кетеді, 1, 2, 3 жыл өтеді, оның арасында сөйтіп ұмытып та кетеміз. Бұл фильмнің тағдыры қандай болады, бізге жетеді ма? Қалай ойлайсың? Негізі режиссер ханымның айтуы бойынша жету керек. Жету керек, бірақ әуелі шетелде фестивальдарға қатысады, өз соған арналғаннан кейін. Бірақ бізде көрсетіледі дегендей қылып айтқан. Нақты білмеймін енді ол кісінің мақсаты қандай, жалпы несі қандай екен. Бірақ дегенмен де кинотеатрларға жібереміз дегендей қылып айтқандай болды. Түсіндім. Синопсисін айтып бере аласың ба? Қысқа болса да айтуға болады ма? Негізі не туралы? Негізі фестивальне айтуға болмайды ау. Тіпті қысқа болса да болмайды, иә? Бірақ енді бұл драма енді. Бұл драма. Бұл үлкен драма кәдімгі. Былай айтса, негізі өзім негізі трагедия деп айтса да болады, по идее. Мен көзқарасым бойынша. Себебі үлкен бір оқиға болады, соған байланысты біраз жылдардан кейін ауылына оралады, сол жерде оқиға басталады. Оған дейін бір үлкен оқиға болып кеткен. Сонда травмаға қатысты, иә? Үлкен бір травма бар, жалпы, иә. Сол ауылдың өсек аяны деген сияқты, жаңағыдай неше түрлі. Күшті жалпы кино бұйырса. Өзіңе ұнады? Маған ұнады. Процесс, және бұл режиссермен бірінші рет жұмыс істедің? Бірінші рет жұмыс істедім, жалпы. Сценарийді, жалпы режиссердің түсіру көзқарасы, жалпы өз ойы. Енді мен алғаш рет түсіп тұрғаннан кейін шынымен маған өзгеше болды, маған басқашалау болды кәдімгідей. Керемет. Әйел кісі дедің ғой, иә, режиссер? Иә, Шарипа Оразбаева. Иә, Шарипа Оразбаева. Нема айырмашылық бар ма жұмыс әдісінде? Өйткені сен көбінесе енді ер адамдармен жұмыс істедің режиссер ретінде, креслосындағы. Иә, бірақ оған дейін Самалмен де жұмыс істедім. Ауыл мұғалімінде. Бар, басқа, мүлдем басқаша. Қатал ма екен? Жоқ, өте кеңпейілді, ақ жарқын жан. Ешқандай қаталдық жоқ. Вообще, ешқайсысына. Сен площадкада келіспеушілік болғанда, мысалы үшін, рольге келгенде, сенің әдісіңе келгенде, егерде сөзге келіп қалсаңыздар, сөзге келгенде емес, енді бір сенің көзқарасың мынандай, режиссердікі мынандай болғанда, сен бағынасың ба, әлде сен жеткізуге тырысасың ба? Негізі қалай шешесің ондай ситуацияда? Енді ары қарай өріп кетпейтіндей, енді мысалы творческий процесс дейді ғой, ондай кезде ұрысып та қаласың, жаңағыдай келіспеушіліктер болып қалады, неше түрлі жағдай болады ғой, енді білмейсің ғой. Бірақ дегенмен де әуелі режиссердікін істеп беремін. Сосын өзімнің нұсқамды ұсынамын. Актерский дубль. Актерский дубль. Егер мүмкіндік болатын болса, бізде себебі режим деген нәрсе бар. Әрине. Иә, тағысын тағы көп қой, кедергілері көп қой. Соған байланысты, иә. Түсінікті. Жаңа өзің атап кеттің, көп деген жобаларға соңғы бір жылдың ішінде түсіп жүрсің, иә, жұмыс өте көп, шынымен өте қуанышты нәрсе мен үшін. Бірақ сен мына демалам дегенде, осы басым, миым демалсыншы дегенде қалай алданасың? Қайда барасың? Қалай демаласың? Балыққа кетеміз біз. Балық алайсыңдар. Балық алаймыз. Балыққа кетеміз. Астана жақта қайда барасыңдар? Астанада көл көп қой. Астанада көл көп. Маңайында ар жағында Мәншүк бар. Оның ар жағында Қорғалжын бар. Не көп? Көл көп. Былай енді қатты уақыт болмай жатса, есілде отырады бәрі қармақ салып. Сол жерге барып, бір 3-4 карась ұстап қайтамыз. Сосын баня бар. Баня бар, және өзім жақын достарым бар ғой, солармен бірге тауға кетіп қаламыз. Осында болғанда, Алматыда болғанда? Алматыда болғанда, иә. Алматыда болғанда да енді балыққа да кетіп қаламыз, бірақ ыңғайы келмей жатса тауға кетіп қаламыз. Платоасы бар, басқасы бар, шәлгөде бар, болмаса осы жерде бауы бар өзіміздің. Сонда жерге барып, миын тынықтырып, әңгімеден жіберіп қайтамыз. Керемет. Қателессем түзете ғой, бірақ ең жақын достарың осы Алматыда емес па сенің? Өзің Астанадасың. Иә, енді Алматыда туып өскен екен. Иә. Осы жерде. Сағынбайсың ба? Қиын емес па? Доссыз жүру? Жоқ, енді ар жақта да жақын достарым бар, коллегаларым бар, жақын араласып кеткен, семейін араласып кеткен, жақын бір-бірімізге постоянно поддержка беретін. Ол жақта да жақын бауырларым бар, достарым бар. Мияқта енді бүкіл кішкентайдан өскен, бүкіл қыр-сырын білетін жігіттер болғаннан кейін әрине сағынасың. Иә. Жаңа демалыс жайлы, алдану жайлы айттым. Инстаграмда, тиктокта көп отырасың ба? Қайсысына қазір көбірек көңіл бөлесің? Қатты бөлем деп айтамын. Мен Инстаграмда әйтеуір былай қолдап тұруға тырысам, қолдан келгенше. Бірақ тиктокта енді анда-санда бір идея келіп әйтеуір бірдеңе неғылған кезде бірдеңе трендтағы бірдеңені түсіріп жібермесек,
аса тиктокқа қатты көңіл бөлмеймін. Түсіндім. Инстаграмдағы ең бірінші постың есіңде ме сенің? Өзің салған? Есімде. Оны мен салған жоқпын. Иә, оны мен ол кезде қолдануды білмеймін Инстаграмды. 4-ші курс оқимыз. Нұржан деген жақын бауырым бар жаңағы. Әбубәкір. Иә. Сол біздің староста группада. Сол ол былай мынандай болады, мынандай болады. Ол кезде әркімге подписываться ете берген ғой ше. Білмейсің ғой енді. Бәріне подписываться ете берген біреу жасы. Сөйтсем ондай нәрсе емес екен. Сөйтіп анау алады да, мас мен қазір мына жерде гамакта жатамын, сен мен ұйықтап жатқанымды түсіріп ал да, ана сақ қойма Ахмет. Ол кезде история деген жоқ қой, тек пост қана саласың ғой. Видео жоқ ол кезде. Иә, видео жоқ, ештеңе жоқ. Соны салып біздің старостамыздың ұйықтап шаршап бірдеңе деп жазған бір ең бірінші постым сол. Жоқ, ол емес. Ол емес па? Ол екінші пост. Онда біріншісі есімде жоқ. Біріншісі той боларда деген. Осы ма? Қалабайдың образындағы сурет. Ойбай, вообще есімде жоқ. 2013 жылда салыпсың. 30 мамыр күні. Сол, театрда жүрсіңдер ма? Біздің учебный театр. Учебный театр. Репетицияда салған болында, шошаңдап жүріп. Иә, театр демекші, сенің өнерге келуің бізге заңдылықтай көрінеді, өйткені ата-анаңда өнерде жүрген кісілер құралаған емес өнерден. Бірақ қателеспесем, алғашқы сенің енді өзің жеке ізденісің спорттан басталды. Ізденісім болғанда менің емес, әкем инициативасы болды. Любой ер азамат өз-өзіне тұрып беру керек, самооборона болу керек. Енді мен мектепке... Өзі қатысып беді? Өзі каратист, черный. Каратист боласын, сондай көзқараспен өскен, ә? Иә, сонымен мен көп мектеп ауыстырдым бала кезімде. Жыл сайын мектеп ауыстырдым. 1-ші класста, 2-ші класста басқа мектеп, 3-ші класста басқа мектеп, 4-ші класс. Енді көшпелі қазақпыз ғой, біз көшпелі оқығанбыз. Папаның жұмысымен? Жұмысы бар, несі бар, иә. Ол кезде жағдай қиын деген сияқты кішкене. Соған байланысты жыл сайын мектеп ауыстырдым, екеуміз как раз басқа жаңа мектепке ауыстым. Сол кезде екеуміз жаяу кетіп барамыз, ол кезде трамвайный не бар. Сол трамвайный жолмен кетіп барамыз, қарын маш. Әке сам салып беріңізші дедім. Сам салып берді. Өзіне алған жоқ бірақ. Сөйтіп кетіп барып, қатты есімде қалған сол сәтте. Сіз не алып жемейсіз? Мен қарным тойып тұр деп қояды. Сөйтсем ақша жоқ екен да. Маған ғана жетіп тұр екен да. Екеуміз трамвайына кетіп барамыз, мен сам ұрып келедім. Әкеңе тістеңіз деп қоямын. Әке бір тістең деп қояды ол да. Сөйтіп кетіп барамыз. Неғып осы мен мектеп ауыстыра беремін деймін да. Күшті қыз отыр, класстастарың көп болады деп қояды. Не, «Жизнь прекрасная» киносы бар ғой, сол жақтағы бір әкесі қандай бір қорқынышты қиын ситуация болса да күшті алып шығады баласына бір керемет оқиға шығарып, иә? Сондай сияқты өте позитивпен. Сондай болды. Сол кездер есіме түсіп кетеді. Сөйтіп прикол ұстайтын әйтеуір. Зато сен класстастарың көп болады деп қояды. Иә. Сөйтіп енді мектеп ауыстырған сайын білесіз ғой енді өзіңіз. Төбелес болады, анау болады, жаңадан келгеннен кейін не болады, тексеру болады. Мен бірінші атаманмын деген сияқты. Сөйтіп біраз таяқ жеп, сөйтіп күндердің күнінде 6-ші классқа ауысқан кезде ма жүр кейін кеттік деді. Сонымен келдік, киініп кеттік. Келсем Сейфуллин бойында Абылайхан дейтін спорт комплекс бар. Сол жерге алып келді. Ол жерде әбекен келгеннен кейін бәрі шок деп ауыздарын ашып келді да, деп дзюдоға берді. Тренерім Әділхан деген керемет кісі. Сол кісіге тапсырды да, еті сенікі, сүйегі менікі деді, болды. Осы сөзді айтты да кетіп болды. Сонымен 5-6 жылдай қатыстым, кандидат мастера спорттан қорғадым, мектеп бітірдім. Академия ауысқаннан кейін мүлдем уақыт болған жоқ, сонымен қалды. Травмада болды ғой, қателеспесем. Травма алдың ба? Алдым, қол сынды, иық сынды, киіс, біраз жер кетті ғой. Мен солақай болғаннан кейін сол жағым басымнан. Не сол жағың? Левый сторона кетті менде басымнан. Солақайым өзім левшам. Болды. Жұмыс істейтін жағың ғой, иә? Жоқ, білгеннен кейін сол жақ травмировать етуге тырысады да, күрескен кезде басынан. Түсіндім. Бірақ жаңа айтып кеттің, негізі әкемнің инициативасы болды деп. Бірақ кейін өзіңде ұната бастадың? Әрине, өзіме де ұнағаннан кейін, азартына кіргеннен кейін балалармен танысып ол жерде де кругозорың кеңейеді, таныстарың көбейеді деген сияқты. Жарысқа барасың, анаумен танысасың, мынамен танысасың, ана жарыстың азартына кіресің сонымен. Сонымен әуелі сол күреспен кеттім ғой, молай жалғыз өзім, жеке тұлға ретінде, жеке ер азамат ретінде басқа қалаларға барып өз-өзіммен болып деген сияқты. Оған дейін мамаммен жүретін болсын, гастрольдерде, театрмен, мысалы, 4-ші класстан бастап. Былай жеке сол өзім сол спортпен шықтым.
түсіндім. шетке қарай. Кейін Жүргенов атындағы академияға түстің, иә, онда тамамдадың. Қателеспесем, сенің енді Рахиля Машурованың курсында оқыдың. Иә. Бірақ сіздерді қалай дұрыс айтам, шығарған потоктарыңызды, курстарыңызды шығарған Роза Қуанышқызы болды, сіздерге дәріс берген, солай ғой? Иә. Ол кісіні біз негізі енді көзіміз үйреніп қалды ғой, сахнада әнші ретінде көреміз. Ал ұстаз ретінде қалай? Негізі араласты ма, көп қатысты ма? Ұстаз ретінде мен сізге айтайын осы кезде. Шындықты айтшы. Десең. Ол кісі десең. Ұстаз ретінде ол кісі араласты. Ол кісі апайдың, Рахилям апайдың уақытымен болмаса басқа жақта басқа шаруалар, апай кафедра несі болды ғой, меңгерушісі. Сонымен Роза апай келеді, Роза апай басынан аяғына дейін отырады. Ол кісінің жалпы отношениясы, біз апай строгий ғой, апай жесткий. Рахилям Абдрахмановна жесткий, строгий. А Роза апай наоборот, плохой мент, хороший мент болды. Өтте. Және де Роза апайдың логикасы железный. Ол кісі логика қатты табады. Мысал келтір. Иә. Мысалға енді жалпы мысалға бір сахнаны жасап атамыз, например, бір отрывок жасап атамыз, болмаса бір этюд жасап атамыз. Сол кезде Роза апай айтады: балам, осы сен жасап атқан жалпы логикаға сай ма? Сен мына істеп атқаның дұрыс па? Логически қалай болар еді деп. Логикасы железный да, и шынымен де шынайылыққа келіп жанастырып береді сол нәрсені. Олай логически ойлап қарасаң, шынымен де солай екен да. Сондай жағынан жалпы Роза апай больше Рахилям апай әке болса, енді жалпы алғанда міне жағынан Роза апай ана болды. Мысалға біреудің туған күні болатын болса, жаңағыдай дастарханын жайып, болмаса сабақтан кейін жүріңдер балалар шай ішеміз деп бүкіл курсты алып кетіп шайын беріп, жалпы сондай болды ол кісі. Кәдімгі бүкіл процесске қатысты, как положено, сахнада шығып, балам, ол былай болады, ол мынандай болады деп жан ашып, кәдімгі көрсетіп, барын беріп кетті ол кісі. Тамаша, тамаша. Естуімше, енді көптеген нәрсені эфирде айтуға болмайды ғой, бірақ естуімше сен оқығанда өте, қалай айтам, бұзақы, бұзық болыпсың академияда, бірақ бұл өтірік десең де. Қазір өте сондай салмақты костюм киіп отырсың. Мойындаймын. Жоқ, ол костюм киген себебі, оның себебі бар десең де. Иә, кейбіреулері тіпті мен сұрастырғанда мүлдем стоп жоқ қода деп айтатын академияда. Әлде сол. Театрдағы әріптестерінде әлде сол деп айтады бүгінде. Бірақ соған қарамастан барлығын саған кешіреді екен. Неге олай? Неге деп ойлайсың? Білмеймін, енді әкемнен берілген табиғат шығар бәлкім. Біздің әбекеңде, андай не ғой, стопы жоқ кісі ғой. Иә, рас. Ол кісі еркелесе де қатты еркелейді ғой кәдімгі. Жостық еркелейді ғой ол кісі де, перебор еркелейді ғой кәдімгі. Бірақ оны кешіреді де бәрі күліп отыра береді де, жырынды бол қойшы депші. Бәлкім содан берілген бір табиғи қаннан берілген нәрсе ма, білмеймін, Алланың берген бір қасиеті ма, бәлкім сондай шығар. Бірақ енді шынымен де граньнан асып кетіп бара жатқанның өзінде де бит бар бір бәле қылып әйтеуір. Сол жерде жамап, жуып, тазалап кетеміз ғой деп бірдеңе. Ал сондай ситуацияларда енді қатты кетіп қалып, бір конфликт болған немесе жазасын алған кездер болды ма? Мә, шынымды айтсам, есімде жоқ. Ондай кездер есімде жоқ. Бірақ болса болғанда шығар. Бірақ есімде жоқ. Нақты айтсам. Бірақ в основном әдемі кетіп қалу. Мен әкем айтпақшы, кешіріңіз, сіздің менің құйрығым сіздің аяғыңызға тиіп кетті. Сіз күшті боқтайды екенсіз. Есімде, ол монологтар есімде. Біз енді бала кезімізден көріп өстік қой. Жаңағы айтып отқаны сенің 90-шы жыл болған қиындықтар, самса туралы. Шынымен де адам сенгісіз, өйткені ол кезде кәдімгі дүркіреп тұрған жұлдыз ғой. Күнде біз теледидардан көреміз, ол кезде видеокассеталар шыға бастады, сатып алады базарға барып оның нелерін, театрдағы қойылымдарын. Соның өзінде балаларына енді ақшасы жеткіліксіз деген енді адам сенгісіз шынымен де. Жоқ, енді сондай заман болды ғой енді, сондай заман болды. Ол кезде де, мысалы, до того Алмат ағалар бар, Қуандық ағалар бар, Нұрбек ағалар бар, мысалы, бәрі. Біреу, мысалы, бір қап күріш алады, біреу бір қап ұн алады, біреу бір қап қант алады, біреу бір қап макарон алады. Соны бөледі, между собой. Бейт. Ну, сондай да кездер болды негізі. Нанға ақша болмаған кездер болды ғой, как она есть. Иә, рас. Кейін сен, кейін емес, енді қазір Астанада дедік қой, сен қазір Астанада Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының актерісің. Иә. Бірақ Астанаға сен
көшпес бұрын бірінші осында тюзда жұмыс істедің. Тюзда жұмыс істедім. 2 жыл жұмыс істедің. 2 жыл жұмыс істедім. Бірақ тюзға сенің келу, кіру, орналасу тарихыңда ерекше. Негізі тюзға оқу орнын бітіріп, штатқа кіріп, жұмысқа тұрып, талай кастингтен өтіп, қиыншылық көріп, басты рөлді алады. Сен бірден ол несіз, жаңағы қадамсыз бірден басты рөлді алып кеттің. Солай болды ғой? Жоқ. Талғат Теменовтің арқасында. Олай болған жоқ па? Қалай болды? Олай болған жоқ. Мен академия бітірдім. Иә. Тюзда кастинг болды. Кастингке бардым. Енді мен сол қабырғада өскеннен кейін мені ол жерде бәрі біледі. Сол жердің баласымын. 4-ші класстан бастап ол жерде спектакль ойнадым. Иә. Массовкаларға қатысып жүрдім. Одан кейін бардым кастингтен, енді бұл баланы білеміз деп Талғат Теменов шақырды. Бұл баланы білеміз, бұл баланы көріп те сынап та керегі жоқ. Осы жерде өскен бала, осы жерде кіндік қаны тамған бала. Осы баланы жұмысқа аламыз деп. Худсовет отырғанда ешқайсысы қарсы болған жоқ. Иә, әрине деп алды. Бірақ мен 1,5 жылдан кейін ғана үлкен рөл алдым. Алғаш рет үлкен рөл алдым. Оған дейін балаларға арналған спектакльдерді ойнадым. Енді главный рөлдерді ойнадым, бірақ сол балаларға арналған спектакльдер. Ауқымды үлкен рөлді мен сол 1,5 жыл өткеннен кейін алдым. И то оның өзінде премьераға 20 күн қалған кезде бір себептерге байланысты жұмыстан шығып кеттім. Премьераға 20 күн қалған кезде. Сонымен ол рөлді де ойнау бұйырмады. Бұлай... Қай спектакль ол кезде? Қара шекпен. Тұзарды ойнауым керек болды. Екінші құрам. Рөлім почти дайын болды. Просто ауырып қалдым да, жатып қалдым. Сонымен арада түсініспеушіліктер пайда болып кетті. Сөз пайда болды. Тырнақ астынан кіріздеу пайда болды. Сонымен әйтеуір бір себептерге байланысты жұмыстан шығарып жіберді. Сен шешім емес. Шешім емес, бірақ енді мен өз қалауыммен кеттім деп жазуға мәжбүр болдым. Иә, мәжбүрледі. Мәжбүр болдым десең. Сонымен амал жоқ. Сол жерден ұштым. Оны біздің Талғат ағамыз естіді, ар жақта отырып, осындай жағдай болып отыр екен деп. Ол кісі маған бірден хабарласты. Не болып отыр деп. Талғат аға, осындай жағдай болып қалды дедім. Мен Астанада Тыраулап ұшқан тырналар деген спектакль қойында болдым. Мен осыны айтып отырмын. Мен қателестім. Тюзда емес, мен Астанада. Бұлбұлдар түні деген спектакль, оны мен Тюзда массовкасында да ойнадым. Ол спектакльді жақсы білем. Бүкіл формасын білем. Главный геройды да білем. Талғат аға звондап айтты. Кел деді. Мен айттым, Талғат, мен бармаймын дедім. Мен Астанаға бармаймын. Астанада менде жалпы өмірде просто өзімде кішкене жаман есте қалатын нәрселер қалып кетті да. Сол жарыспен барған кезде таяқ жеп, қорғалжының 15 балалары жабылып, 5 балаға бір шымыз шығарып сол жерде. Тағы басқа бір жағдайлар болған әйтеуір. Сонымен Астанамен кішкене ассоциациям онша емес болды да, мен Астанаға барғым келмейтін онша. Сонымен Талғат аға шақырды, барған жоқпын. Одан кейін жақтан мамам шырылдап, мама айтты, ол Талғат аға бара қоймайды деп. Сен жұмыссыз жүрсің. Мен осы жаңа шықтым. Енді ғана шыққан сәтте, жаңа шықтым. Мысалы, без содержания деппін ғой. Увольнительный жаздым. Шықтым. Сол моментте бір сағаттан кейін ба звондап. Осылай деп. Мама звондады. Талғат аға біледі, мен әкем тыңдайтын. Әкеме звондап. Айтқан ғой, осындай болып отыр деп. Ана кісі естиді. Сен неге өйтесің деп. Астанаға барасың деп. Жоқ, бармаймын. Әкем таяғымен ертесінде Астанаға кетіп қалдым. Ол кезде жасың сенің 2015 болса, сен 24-тесің. Иә, сондайын болдым. 25 шамасында. Сонымен ертесіне кеттім Астанаға. Полный вагон пустой, январдың 21-і әлі есімде. Тек бір купеде ғана бір семья кетіп баратыр, қалған вагон пустой, жалғыз өзім. Қайда кетіп баратырмын, кім күтіп алады, қайда барам. Оның үстіне өз қалауың емес. Өз қалауым емес. Енді амал жоқ, бару керек болып тұр. Қалтамда 30 мың теңгем бар, сол театрдан сол жиналған жаңағы бар дүнием. Сонымен адиал-падиалдарымды алдым да кеттім. Жоқта Ұлан деген группаласым болды, жұмыс істеп жүрген сол жерде. Соған хабарластым, Ұлан осындай деп. Сонымен соң қасына жайғастым, барып театрға бардым, осылай Талғат аға келді. Ол жерде де кастинг болды бірақ. Ол рөлге де кастинг болды, бірақ
Талғат аға тұрды да, сен өттің, осылай деп, сонымен сол рөл бұйырды. Бұлбұлдар түні деген спектакль Талғат аға тыраулап ұшқан тырналар деп ауыстырды, және де персонаж Петя Бородин оны қазақ қылды, Пернебек Боранбаев қылды. Не деген контекстуализация. Сонымен енді солай басталып кетті бәрі. Тюзда балалар арналған спектакльдерде ойнадым, бірақ бір жылдай ма мен олай сөйлейтін спектакльде ойнаған жоқпын. Одан кейін Мерей Аджыбеков дейтін керемет актер бар, күшті актер, қайталанбас актер бар, мен үшін жеке өз басым. Сол мен тойға кетіп бара жатырмын, мен бір эпизод рөлін ойнап берші, шығыс сазы дейтін спектакльде. Анда индусты ойнайды, Тарабарский сөйлейді. Ажала-мажала калала деп әйтеуір өтірік бір-бірлеп қуа береді, короче, өзі ше. Мойынды ұмытпа мойынды. Иә, сөйдеді да мақыл деймін. Сонымен анаған уже бір жыл болған ғой енді сөйлейтін неге шықпаған үлкен спектакльде ше, андай үлкен спектакль. Атмосферасы бөлек қой енді. Массовка болып үйреніп қаласың. Әбден найза ұстап тұра бергенбіз ғой, короче, бір жыл бойы. Детский спектакльдерде ойнап жүрміз ғой енді оның кішкене атмосферасы бөлек қой. Әрине. Сонымен сахнаға шығайын деп тұрмыз да уже мас бұл біздің вихт шықпай қойықшы деп понға дата уже. Ей, жынма болып шық, уже вихт деп ал шығам да кірем, сахнаға кірем, темнота ғой менде. Дым есімде жоқ, кәдімгідей. За кулиске қайттан кірем, вук ет фокусымды жинаймын да. Не болды деймін ғой. Жүрек деген мына жеріме келіп шығып кетейін деп тұр ғой дата вообще. Мәу, классно, маңыз күшті болды, молодец деп бәрі вообще есімде жоқ қой, әлі күнге дейін есіме түсіремін. Не болды, қалай болды, вообще мына күйге кеткен ғой, короче. Мәссаған. Эпизод деп кеттің, сен де әріптестерің айтады, ол негізі эпизод алса да сахнаға шығып бүкіл назарды, вниманиені өзіне алып кетеді. Және кейде біз күтпейтін импровизация жасап кетеді да, біз ступор болып қаламыз ана жерде. Рас па? Рас. Ол деген страшный нәрсе. Тоқтатпайды ма сені режиссер, әріптестерің, қойшы, айналайын, сценарий бойынша жұмыс істеші дейді. Әңгіме жоқ па? Жоқ, енді творческий процесс жүріп жатқан кезде воля беріледі ғой енді. Воля беріледі. Сондай моменттерде бір күшті нәрсе туы мүмкін. Мысалы, ол партнерға мысалға бірдеңе туғызуы мүмкін. Сенің өзің рөлінің линиясына байланысты бірдеңе туылуы мүмкін. Кейде басында жасаймыз. Басында режиссердің айтуынша жасаймыз. И бір определенный бір уақыты келеді өзінің бір шаршайды. Бәрі шаршайды. Читка кезінде болсын, болмаса механически болып кетеді. Иә, сахнаға шыққан кезде болсын, уже шаршайсың анадан. Потому что сен автоматизмге кетіп қаласың почему-то. И элементарный нәрселер ұмытыла бастайды. Детальдар ұмытыла бастайды. Находкалар. И сол кезде уже какой-то бірдеңе пайда болады. Какой-то бір уже бір қышыну пайда болады да. Бір ана нәрсені істегің келмейді да, басқа нәрсе істегің келеді да уже. Содан туындайтын нәрсе ғой. И сонымен уже үлкен бір полноценный бірдеңе пайда болады. Егер ол оправданный, ол в тему нәрсе болатын болса. Және де ол сенің партнерыңа деген сенімділікті қажет етеді ғой. Өйткені оларда сол жерде реакцияға дайын болу керек. Жай жаңағы механикамен жүре бермей, автоматизммен жүре бермей әйтпесе болмай қалады. Ол реально болмай қалады. Либо сен, либо ол дейді бәрі айтты. Түсіндім, иә. Неде? Театрда сенің ең сүйікті ойнаған ролің, және де әлі ойнамаған, мүмкін армандайтын ролің қайсысы? Қазіргі театрымда ма? Қайсысы болсын, айта бер. Негізі карьераңда сенің? Негізі карьерамда ма? Ең сүйікті рөл? Ең сүйікті рөлім сол Пернебек Боранбаев пен Ильяс. Ол спектакль әлі репертуарда бар ма? Ойнап жүрсің ба? Ол резервта тұр. Резервта. Жаңа тыраулап ұшқан тырналар, ол резервта тұр, себебі ол майда ғана ойналады. Майда. Сол өзінің тематикасына байланысты, День Победыға байланысты. 7-сі, либо 9-ы, 2 күн ойналады, бұл жыл сайын. Ал қазір ойнап жүрген спектаклім Қызыл орамал шынарым, Шыңғыс Айтматов, Ильястың рөлі. Өзіме қатты ұнайды. Өзім ол рөлді 20 күннің ішінде жасап шығардым. Қолдан келгенше, одан кейін обкаткасы болды. Ол рөлмен мен международный фестивальда Қырғызстанда лучший мужской рөлді алдым. Өзіме қатты жақын рөл. Өзім жақсы көремін ол рөлді, потому что оның диапазоны деген үлкен. Әрбір актердің армандайтын рөлі ғой, былай айтсаңыз. Иә.
барлығын көрсете алатын, қорыңдағы. Ондай болса, әлі ойнамаған, мүмкін аңсап жүрген, армандап жүрген роль бар ма? Енді қазір білмеймін енді қалай болатын, бірақ мен өзім Ромеоны ойнағым келеді. Ромеоны ойнадым. Сен ойнадың ғой? Ойнадым. Выпускта, иә, выпускында ойнадым. Бірақ театрда ойнаған бөлекті. Театрда ол жерде үлкен актерлар бар, актрисалар бар. Үлкен енді жаңағыдай өзінің бір несі бар ғой енді бөлек. Полотно дейді ғой. Полотносы бөлек нәрсе оның. Ол жерде көрермені бөлек. Сол жерде ойнағым келетін, бірақ жауапкершілік бөлек. Жауапкершілік бөлек әрине. Бірақ бұйырмады. Жас болса кетіп бара жатыр. Қазір енді Ромеоны деп айта алмаймын. Неге? Нешедесің қазір сен? 32-ге келдік қой. 32-ге ұқсамайсың. Бірақ енді дегенмен де дауыс бар, енді Ромео 16-та ғой енді. Дауыс бар, көз бар, байқалады ғой бәрі. Кімді алдайсың деймін да. Өзіңе адекватны баға бересің ғой, кімді алдағың келіп тұрсың деймін да. Әйтпесе артта бізде уже қанша 6 поколение ма келді артымызда. Олардың алдында енді Ромеоны ойнап жүрсең енді кішкене ұяттау. Мен өз басым солай. Мен артта келе жатқан қазіргі поколениеға қуанам. Себебі артымыздан келе жатқан поколение өте жақсы. Ағалап тұрады, сыйлап тұрады, және де өнерге деген көзқарастары жалпы бөлек, басқаша. Бірақ сенің оларға қоятын талаптарың, сенің оларға қоятын, қалай айтсам, тәртібің өте қатал деп айтады театрда. Иә. Енді ойнап істеймін ғой енді. Бірақ енді қатты енді еркелеп бара жатса, мен бір сілкіп алам. Ол рас. Сілкіп алатыным рас. Себебі біз өзім сондай тәрбие көргеннен кейін, өзім кішкене дисциплина көргеннен кейін қатты еркелеп бара жатса, кішкене болмаса бір граннан асып бара жатса, болмайды олай деп айтамын. Жүдә оны түсінбей жатса, онда бір сілкіп алатыным бар. Охо. Ренжімей ма? Ренжісе де, ренжімесе де, ол театрдың заңдылығы сондай. Театрдың заңдылығы ма, әлде академияда көрген сондай тәртіптің кесір ма? Өйткені көп естідім, академияда система, дедовщина деген нәрсе болды деп. Сен оққан кезде болды ғой? Болды. Қазір де бар дейді. Біздің әкелеріміз оққан кезде де болды, оның алдында да болды ол нәрсе. Мен ол нәрсені жаман деп айта алмаймын. Ол мен үшін жеке өз басым. Иә, таяқты жедік. Болатын нәрсе үшін де жедік, болмайтын нәрсе үшін де жедік, бірақ мен одан жаман болдым деп айтпаймын. Мен почкам түсіп, болмаса там өкпем түсіп, аузымнан қан ағатындай прям енді қатты бір ештеңе болған жоқ. Просто ол жердегі ең басты мақсат сыйластық. Мысалы, қазір сол кезде, мысалы, біз таяқ жеген жігіттермен қазір біз былай араласамыз. Кәдімгідей амандасқан кезде де сағынып көрсеміз, мысалы, көрісіп қалатын болсақ, есіңде ме, мен ұрып едім ғой, бүйтіп ғой деп, анау ыңғайсызданып қош болды, қош болды деп сөйтіп ыңғайсызданамыз, мысалы. Бізден кейін де, мысалы, бізде ұрмадық емес, бізде ұрдық. Мысалы, бізде тәрбиеледік, мысалға. Бірақ енді беспредел емес, просто өзінің бір тәртібі бар, соған байланысты ғана болды. Бірақ ол нәрсе керек деп ойлаймын өзім. Әйтпесе білмеймін енді. Өзіміз соны көргеннен кейін ба, өзіміз бәлкім ол нәрсе болмайтын болса, может, шынымен де бұндай сыйластық болмас па еді. Бірақ енді сен өзің де жаңа айтып отырсың, сен негізі өзіңнің ішкі істеріңнің мықты. Сен өзің беріле салмайтын жігітсің. Бірақ талапкерлер әртүрлі ғой. Таланты күшті болса, бірақ жан дүниесі, ішкі дүниесі шамалы нәзіктеу жігіт болса. Жоқ, енді подходпен келесің ғой, каждыйына. Подход дейтін нәрсе бар ғой. Егер оны зерттейсің, қарайсың, білесің, егер өтірік істеп тұрған болатын болса, өтірік істеме дейсің. Егер былай жаңағыдай ішкі дүниесі нәзік болатын болса, бауырым, ол былай ғой деп түсіндіресің. Подходпен келеміз ғой. Болмаса, енді бізде енді мысалы өзіміздің поколение бар ғой, театрда, әр театрда өзінің поколениесі бар, өзінің системасы бар әр театрда. И соған байланысты әркімге әртүрлі түсіндіретін өзінің адамы болады. Мысалы, маған енді балалар қатты еркелеп бара жатса, мысалы, маған келеді, Манс, ана еркелеп кетті, бір жинап аласың ау дейді. Бұл әңгімесі жоқ. Давай жинал. Не болып отыр? Манс жиналыс жариялады десе қашадым, қорқады ма бәрі? Қорқады емес, жоқ, қорқады емес. Просто мен андай бір жаман болсын демеймін да, потому что үлкен сыйлау керек, амандасып жүру керек. Кейде қазіргі поколенияда
артымызда өсіп келе жатқан, оларда амбиция деген өте көп. Амбиция деген өте көп. Ол жақсы бір жағынан, бірақ кейде оның астында чуть-чуть кішкене кедергі жасап қалатын нәрсесі бар да. Соны кішкене амбициясын бүйтіп, оны кішкене былай пайдалансаң дұрыс болады деп айтатындайым бар. Керемет. Қабылдайды ма көбінесе әлде? Қабылдайды. Қабылдамаса, қабылдатамыз. Міне академияның түлегі, системаның түлегі. Қабылдамаса қабылдатамыз. Түсіндім. Қара, мен оқып жүргенде университетте, мен енді Ниязда оқыдым, Әуезов театрының жанында ғой. Және де біздің бүкіл мұғалімдеріміз культурология болсын, тіл маманы болсын, тіл пәнінен болсын, театрға барыңдар деп үйрететін. Мен енді 2000 жылы түстім оқуға, 2004-те бітірдім. Сол кезде кәдімгідей студенттерді театрға жіберетін. Барып, Әуезов театрына, Лермонтов болсын, бәріне барып көріңдер. Ол кезде қателеспесем артишок енді шығып жатыр. Қазір білмеймін, жастар бара ма, бармай ма театрға. Театрдың бір, қалай айтсам екен, заманы дейін ба, өтіп бара жатқан сияқты. Залдар толы ма қазір? Мына сөзіңізден сіз қателестіңіз. Сіз өте қатты қателестіңіз. Зал толы. Көрермен театрға асығуда. Себебі, мысалға, қазір жас режиссерлар келді. Креатив пайда болды. Қазір интернеттің дамыған заманы. Тиктоктың дамыған заманы, Инстаграмның дамыған заманы. Театрда қазір керемет көптеген дүниелер бар. Халық оған асығады, көруге асығады. Мысалға, элементарно, мысалы, Алматы қаласындағы Тюзді алайық. Махаббат қызық мол жылдар Тикетонға шығады. 3 сағаттың ішінде ма билет жоқ. Бір ай бұрын. Жақында Фархат Молдағали тағы бір спектакль қойды. Болмаған балалық шақ. Билет жоқ. Құлагер билет жоқ. Жаңағы Жусанис билет жоқ. Например, айтамын да. Король Лир билет жоқ. Білмеймін. Біздің театрда да сол. Шәмші спектаклі билет жоқ. Қызыл орамал шынарым билет жоқ. Мысалға, жаңадан кеп спектакльдер қойылып отыр. Мысалы, Алтайдан ауған билет жоқ. Тағы қайсысы бар? Тағы не спектакль бар? Спектакль көп, кәдімгі өзінің көрермені бар, және де соны қайта-қайта кеп көретін көрермендер бар. Мысалға, мен осы 2000 нешеде қойылды бізде? 2017-те қойылды ма? Қызыл орамал шынарым. Содан бері үзбей көріп келеткен көрермен бар. Әр спектакльді. Мысалға, Шәмші спектакль тоже самое. Музыкальный спектакль біздің Шәмші. Біздің театрымыздың үлкен керемет актер ойнайды, Нұркен Өтеліп дейтін. Қазақстан еңбек сіңірген әртіс. Сол ойнайды, мысалға, оның да өзінің көрермендері бар. Өзінің тыңдармандары бар, например. Мен де өзім көрермен. Әр әртістің өзінің көрермені бар. Әр әртіс мысалға индивидуальный бір спектакль жақсы көреді. Соны қайта-қайта көргісі келеді. И шынымен де былай зал толы. Зал толы. Мысалы, бізде 600 орындық адам ба? Мысалы, бізде толы. Бізде балконға дейін толып кетеді. Керемет. Керемет. Қателескеніме қуаныштымын. Мен де. Ол өйткені енді шынымен де солай болу керек қой негізі. Болса жақсы, әрине. Кинода ойнайтын актерларымызды барлығымыз білеміз ғой, өйткені бір әсіресе бір сәтті киноға түссең, бірден жұлдыз болып кетесің. Бірақ біз білмейтін, көпшілік білмейтін топ 3 театр актерін атап бере аласың ба? Өзің қатты бағалайтын, және де мүмкін енді қалың қазаққа аты әзірше қатты тарамаған. Себебі тек театрда ғана жұмыс істейді, бір қаладағы театрда жұмыс істейді дейтіндей. Актер, актриса. Енді өзім үшін... Өзіңе қатты ұнайтын, Өзіме қатты ұнайтын Нұркен Өтелов. Керемет актер. Просто гениальный актер. Керемет партнер. Өтте ыңғайлы партнер. И шынымен де керемет актер ол кісі. Мен ол кісіні қатты сыйлаймын, қатты бағалаймын. Ол кісі Абайды ойнайды. Көптеген спектакльдер ойнайды біздің театрда. Одан кейін өзім әріптестерім бар. Жанат Оспанов дейтін керемет актер.
Білем Жанатты. керемет актер. Жанатпен дубляжда жұмыс істегенбіз біз. Иә, ол дубляжда жұмыс істеді. Аса қатты шыққан жоқ киноға әлі. Былай түскен проекттер бар. Бірақ әлі аса қатты көзге түскен жоқ, бірақ керемет актер, керемет партнер. Сосын Жасұлан Ерболат дейтін актер бар. Керемет әнші. Просто енді ән айтқан кезде енді керемет. Партнер ретінде де. Мен в основном жалпы киноға проба жіберетін кезде мен Жасұланға попросить етемін, жайсың. Проба түсір жіберейікші, брат. Онда отбасы бар, бала шағасы бар, енді пробаны срочно түсіру керек болып жатады, оның кішкене ыңғай келмей жатады, уақыты болады, анау-мынау деген сияқты, сонымен кейде ыңғай келмей қалады, бірақ в основном мен бос болатын болса, жәсікпен түсіруге тырысамын. Тамаша, иә. Сіздер де, құрметті көрермен, осы есімдерді афишадан көретін болсаңыздар, барып көріңіздер. Рахмет, керемет. Енді театрдан кейін әрине сенің карьераңдағы келесі үлкен қадам ол кино, киноға түсу. Енді біраз болды түсіп жүргеніне. Ең ірі дейтіндей алғашқы рөлдердің бірі жаңағы балалық шағымның аспаны киносында ойнаған рөлің. Қазір ол рөл әлгінге дейін ұнайды ма саған? Маған жалпы ол кино өзі ыстық. Жаңағыдай жағымпаздану емес, немес, жаңағыдай. Просто ол маған ыстық несімен. Мен ол рөлге боролся. Мен ұзақ утверждать еттім. Күрестің, Күрестім. Басында анкетасын толтырып кеттім. Мен негізі вообще оған бармағам. Казахфильмге бардым, басқа бір шаруамен. Сөйтіп келе жатсам, балалық шағымның аспаны деп тұрдым, ұмытып қалдым ол кезде, кішкентайым ғой. Сөйтіп бардым, сен осында жүрме, кел анкета толтыр деді. Анкетамды толтырдым, ол кезде анкета ғой. Анкета толтырасың, анау бәрін полностью отырып, осындай деп. Ойбай, мынандай киноға түскем деп ол кезде. Болат Шарифовтың киносына түскем, Шолпанның күнәсі деп. Анкета толтырып жібердім, одан кейін фотопробаға шақырды. Одан кейін бар видеопробаға шақырды. Видеопробаға мені өтірік айтпасам бір 4-5 рет шақырды. Кәдімгі 4-5 рет шақырды. Мен уже соңында баламын ғой, енді кішкентайым ғой. Ығырым шығып кетті. Кішкентайым болғанда қалай енді академияға енді түскен кезім ғой енді. Сен бір сұхбатында ол кезде қандай кино кім жайлы екенін білмедім деп айттың. Білген жоқпын. Расымен білмедім. Білген жоқпын. Сұлтан деп тұр. Иә, Сұлтан деп. Кім Сұлтан, не Сұлтан? Вообще интерес қолаған жоқпын, білмеймін де. Одан кейін видео пробасын өтіп жатырмын, анау-мынау. Ол кезде де қақпайын, білмеймін. Біздің президентіміз ойнайтынды білмеймін. Сонымен пробадан проба. Сосын уже қайтадан звондайды, тағы бір проба последний. Қойыңдаршы уже, надо немножко шаршап кеттім, утверждайтын, қойыңдаршы айналайын дедім. Казахфильмге автобуспен барып оңай мүсіндерге дедім, бірінші алматы, жылаймын ғой дедім, бірінші алматыдан деп ше. Сөйтіп бардым, түнге жақын шақырды өтім, түнге жақын ба бардым, барсам Дәурен Сергайзин отыр. Ол кезде танымаймын, қасына өтіп бердім. Мынау кім деп қоямын ғой, өзімше болып ше. Мынау мен проба жасайын деп жатқандай, өзіме көп ақ қойғанмын ғой, білмеймін ғой енді. Сөйтіп ана Ворошиловский стрелок дейтін сахнасы бар ғой, ататын, тир ататын. Соны жасадық. Білмеймін сол кезде, почему-то какой-то бір уверенность болды ішімде. Мен өтем по-любому деген сияқты. Бір уверенность болды. Енді бесінші рет шақырып жатқасын да болар? Жоқ, енді дегенмен Дәурен Сергайзин. Мен жақсы көретін актерлардың бірі, мен сыйлайтын актерлардың бірі, режиссерлардың бірі, мен жақсы көретін. Ол кезде бір танымағаннан кейін енді қателік қой, балалық болады, пендешілік болады, неше түрлі. Соны Дәурен өтпегенге мен таңғалдым кейін. Ол да сол рөлге... Екеуміз бір рөлге, екеуміз претендент болып сол сахнадан жасап тұрмыз. Түсіндім. Соңғы проба, содан кейін утверждать етті. Сонымен өтіп кеттім. Неде болды? Ұзынағаштың ар жағында болды съемка. Менде 9 күн болды деймін. 9 күн болды, по-моему. Одан кейін Талғар жақта болды, алмалы бақтың ішінде, алмалар гүлдеп тұрған кезде сондай бір күшті кадрлар болатын. Білмеймін, мен үшін бір орны бөлек. Мен просто киноны көргеннен кейін өзім жылағаным бар. Жалпы немес, жалпы оқиғаға, жалпы түсірілген киноға, соның атмосферасына, және де ол кино ең соңғы кино болып пленкаға түсірілген.
мен пленкаға түскен актермын десең. Қиын болды. Бастайсың иә жиналыстар театрдағы. Мен, сендер білесіңдер ма, мен соңғы сонысымен күшті. Мен ол жерде Ержан Жарылқасын дейтін керемет актер. Керемет кісімен, мен былай ағам десем де болады, мен кішкентай кезімде маған қараған кісілер ғой. Мен құйрығымды сүрткен, мен ойнатқан, маған андасында мамалардың уақыты болмаған кезде маған қараған кісілер. Сол кісімен мысалға бір площадкада болған, мен қуандым. Потому что мен сол кинодан кейін ана кісіден көп нәрсе үйрендім. Жалпы театрда да Ержан ағадан мен көп нәрсе үйренгенмін. Негізі өте мықты актер және керемет кісі ғой. Иә. Бізде бір жұмыс істегеніміз бар. Иә, керемет кісі. Сол театрда да біраз нәрсе үйреткен ол кісі маған. Бүйтпейді, мынау былай болады, мынау былай болады. Және де осы фильмнен кейін ғой, иә, бір сұхбатта оқыдым, қателеспесем осы фильмнен кейін әкең көріп, кәдімгідей сені құттықтады, қолдады, актер ретінде қабылдады. Енді актер ретінде қабылдады деп айта алмаймын, бірақ актер деп көрді, жақсы. Бәлкім, потому что соның есінде, мысалы, Краснодар өттік, кинотеатр Арманда болды, Краснодар өттік. Қалайсыз? Братан деп. Андай вообще. Қасыма келіп отырды, ондайын көрмеген ол кісінің. Себебі көп ол кісі гастрольде болды, осының қасымызда көп болған жоқ. Бірақ енді тәрбиелейтін жерінде тәрбиелейтін. Сонымен қарасам, әкем жылап отыр. Сол кезде кәдімгі шок болып қалдым. Сенің сахналарыңды көріп? Иә. Мен сахналарым көріп, жалпы мен үшін қуанғаны сол кезде. Толқып кетті? Иә, толқып кеткені. Қасында Асаналяға отыр. Мысалы, ол кісіде, мынау бала жақсы деп сөйтіп. Сонда әңгімелерден кейін бәлкім толқыған шығар енді сол кезде. Бір жылағаны бар. Содан кейін құттықтап, арқамнан қағып. Әйтпесе оған дейін менде премьералар болды деймін, по-моему. Басқа бір премьералар өйтіп келмеген ол кісі. Мен сол кезде үйге пригласительный алып барған кезде бармайтын шығарсыз, неге бармаймын деді. Мен сол кезде серьезно деп қалғам, шынымен ба деп. Сол кезде бірінші атсаң болсын деп болдым, деп қалдым. Одан кейін келген кезде мен вообще таң қалдым шынымен. Мен үшін келіп тұр ма әкем деп. Тамаша. Ол туралы, әкең туралы әлі сөйлесеміз кейінірек, бірақ мына кино демекші өткен жыл ғой, өткен жыл шыққан Досым Қасаннан көрдік сені барлығымыз, иә? Досым Қасанға қатыстың, ойнадың және жағымсыз персонаждың рөлі саған бұйырды. Негізі мен енді шет жағасын білем, өте қиын түсірілім болды, көптеген қалай айтсақ, енді киноның болмай қалуына көптеген себептер болды, негізі шықпай қалуы мүмкін болды, бірақ соған қарамастан алып шықтыңыздар, күшті болды. Мен бір ғана сұрағым, мына неге осы персонаж міндетті түрде орысша сөйлеу керек болды? Өйткені ол жақта естіледі, шамалы сенің кәдімгідей қиналып емес, бірақ акцент естіледі, онда тұрған негізі ештеңе жоқ, бірақ қалғандары нормально қазақша сөйлей береді, сенікі тек орысша, неге олай? Потому что ол ненің горкомның адамы ғой. Иә. Горком. Ол андай жаңағыдай не дейді еді? Қатып қалған партияның адамы, иә? Партияның адамы, иә. Әбден сондай чисто пауставу жүретін, жаңағыдай пауставу емес дейді, өздерінің нелері бар, протоколу жүретін ба, сондай. Орысша сөйлеу керек, андай болу керек. Сен неге бүйтесің, ананы киіп, мынаны бүйт, мынаны сөйт дейді. Кезінде сондай болған ғой енді. Ой, мен ондай ағаларым болған. Иә, білем. Сондай адам болғаннан кейін шамасына қарамай орысша сөйледі ол, десең де. Деп солай жазылған персонаж, иә? Олай жазылған ба, жазылмаған ба білмеймін, мен өзім солай ойладым. Сен ұсындың ба? Жоқ, ұсынғанда енді қалай, адам өзі іштей не қылады ғой енді. Режиссер өзінің айтуын айтты, мен де өзім не қылғаннан кейін қарсылық білдірмегеннен кейін солай кетті. Қиын болды ма орысша ойнау? Маған қиын емес орысша ойнау. Просто ол кезде білмеймін неге екен, мысалы өзімде таң қалдым, мысалы сол, одан кейін мысалы 5:32-ға түстім ғой орысша. Екеуін қарасаңыз, екеуінде разница бар. Иә. Почему-то. Иә. И білмеймін неге, бәлкім ораза кезінде түсірілгеннен кейін ба ауыз беріп қой енді. Энергияны айтып тұрсың ба? Бәлкім содан кейін ба, білмеймін, может быть, потому что мен реально бір сахнасында особенно анау келеді ғой маған, горкомға келеді ғой, горкомға келген кезде күтіп алатын жерім бар ғой.
сол жерде мен сол сахнада қатты қиналдым. Сол сахнада қатты қиналдым, потому что азаннан бері сол комнатаның ішіндеміз, просто ішіндегі дүниелер ғана ауысты. Оның алдында басқа сахна түсірілді, одан кейін жаңағы гарком болғаннан кейін ішіндегі дүниелер ауысты да, түтін, басың ауырады, су іше алмайсың, аузың берік, азаннан бері жүрсің, анау и уже ми кебе бастады, уже тупить ете бастады. Еще ол сахнада мен тек отыруым керек болатын, негізі. Сосын режиссер мырза тұрды да қинап жібердім мен. Может, мизансцена болсақ, давай походи деп. Сосын тұрып жүріп, үйтіп, пока ана сөздер ішен бүйтіп жатам дегенше мизансценамен басталды, уже ми кете бастады. Өзің әлсіздеусің, онсыз да. Иә, енді былай болады ғой, бірақ дегенмен де кішкене неғып қалдым. Сосын су іш деді. Мен айттым, ойбай, аузым берік еді ғой дедім. Сен партияның адамысың ғой деймін. 2 сағат қалды ғой ауыз ашарға деді. Бүгінгі күнім зая болатын болды ғой деді. Не знаю, это твои проблемы деді. Ох. Іштей деген сосын деп арпалыс кетіп, ол не дегеніңіз деп ше, олай болмайды ғой деп. Бірден энергия, күш қайрат пайда болды ма? Ішкен сыңай таныттым сосын. Қалай ол деп. Сондай. Бәлкім содан шығар, енді бірақ енді негізі ол сондай жаңа партияның адамы болғаннан кейін, сондайға бағынышты болғаннан кейін, қатып қалған адам болғаннан кейін, сондай заңдылықтармен жүретін, ешқандай бір нені бұзуға болмайтын, сондай перфекционист болғаннан кейін бәлкім солай істеген шығар. Сен негізі өзің түскен киноларыңды қарап шығасың ба? Кейін премьерадан кейін отырып, анализ жасап, мына сахна дұрыс емес, мына сахна күшті болды деген жұмыс жасайсың ба? Кейбіреулер көрмейді ғой? Жоқ, міндетті түрде. Потому что мен өзім ошибкаларымды қарап, сонымен жұмыс істеуім керек. Жақсы. Түсіндім, бірақ күшті кино. Негізі күшті кино. 532 деген тақырыптың тесі да шығып кеткен шығар, шаршап кеткен шығарсың. Мына жерде тұру. 532 деп. Кейбіреулер әлі комментарий оқып көріп қалдым. Кейбіреулер әлі 2-ші сезон күтіп жүрген, қашан шығады деп. Әлі күтіп жүрген. Ондайлар да бар, бірақ естуімше сен негізі о басында ол жобаға ақша үшін емес, ұнаған идея, сценарий үшін қатыстың. Солай ғой. Көп ақша таппадың? Ақша тапқан жоқпыз, в общем. Мүлдем таппадың? Енді ар жақ бер жағы ғой енді. Бірақ ради интереса болып тұр сонда? Маған просто рөлдің диапазоны ұнады. Бұндай рөл, жаңа айтатым ғой, актер үшін бұндай рөл ойнау, это не всегда приходится ондай рөл ойнау. Өзің үшін диапазон деп отырмыз ғой, андай жылайтын, айқайлайтын, кәдімгідей жыртылатын сәттер оңай ма, әлде керісінше мұнай іштей, көзбен, білдіртпей ойнайтын эпизодтар жақынырақ па? Екеуі де қиын, себебі ситуациясына байланысты ғой. Сол жердегі оқиғаға байланысты, сол жердегі характеріне байланысты, персонаждың жалпы рөлдегі линиясына байланысты, задачасына, сверхзадачасына байланысты болады да оның бәрі. Мысалға, сол 532-ге келетін болсақ, маған ұнағаны ана линия общий бүкіл сериал бойы, мысалы 12 серия ғой, 12 серия бойы өсетін линиясы бар. Одан бөлек каждый сериядағы линиясы бар. Ол структурасы ғой енді, а мен соны сызуға тырыстым да ойша и қағазға. Потому что мен егер мысалы 9-шы серияда ғой мен основной ататын эмоциональный сахналар. Егер мен сол эмоцияны басқа бір серияда беріп қоятын болсам, мынау атпай қалады. Мысалға. Мен соның бәрін структурасын сызуға тырыстым. Рахилам апай үйреткен маған. Соның бәрін сызып, қолдан келгенше. Общий структура бүкіл серияның и каждый серияның структурасын. Сол кезде ювелирно шығады да бәрі. И ты не ошибешься. Нәтижесін енді көптеген көрермен көрді, ұнатты. Топовый сериал ғой енді бүгінгі таңда, соңғы бірнеше жылдың ішінде шыққан. Бірақ бірақ болғанда, режиссер Әлішер Өтев ол да негізі мінезі бар жігіт. Әлде олай болмады ма? Жұмыс істеу оңай болды ма? Жұмыс істеу просто кайф болды. Творчески кайфовали все, бәріміз кәдімгідей, шынымен де. Сол нәрсе процесспен тоқ болдым өз басым. Сол нәрсемен мен тоқ болдым. Көңілім тоқ болды. Көңілім тоқ болғаннан кейін
мен ары қарай ойнағым келді. Мен сол сәтте сол эпохада қалып кеткім келді бір сәтте. Мен оны бір интервьюмда айтып едім как раз. Бітуге сәл қалдық. Сосын Алиш отыр, мен қасына келемін да. Бітейін деп қалдық қой, брат деймін да. Мен кеткім келмейді, прикинь, бытовухаға оралғым келмей қалды деймін. Кеткім келмейді. Я хочу осы жерде қалғым келіп тұр деймін. Осымен өмір сүре бергім келіп тұр деймін. Это же полное погружение, брат дейді. Да, деймін да. Бытовухаға вообще оралғым келіп тұрған жоқ. Ары қарай осымен кете берсек екен. Бір сондай момент болып қалды. Просто ана қимастығы бар, эмоция бар, бәрі жиналып қалғаннан кейін. Отдачаны алып тұрсың ғой. Сондай болып тұр ғой. Иә, сондай болып тұр да, анау күшті. Рольді аяқтағанда бітіргенде, процесс біткенде жаңа өзің ұнататын қатты шыққың келмейтін мына неден персонаждан шығу қиын ба саған? Персонаждан емес, атмосферадан шығу қиын болды. Атмосферадан шығу қиын. Сен стоп снято дегеннен кейін өзің Мансур бола кетесің. Мансур боласың, иә? Бірден. Мансур боласың, иә? Жоқ, не, әдіс әртүрлі ғой. Кейбір актер кәдімгідей кімеді өткенде мен мына рөлге дайындалғанда бір апта ешкіммен сөйлеспедім, осыған тек осымен ғана жүрдім, дауысын салдым, ойын ойладым дегендей болып. Жоқ, ол настрой жақсы, оның бәрі ұстаған жақсы, күшті нәрсе ғой. Конечно, егер қолымнан келетін нәрсе ол нәрсе. Бірақ жоқ, мен шалқар болдым деп айта алмаймын. Немесе стоп болғаннан кейін, все, я сам собой. Бірақ сол жердегі атмосфера, сол жердегі оқиғалар, сол жерде көрген нәрсеміз, сол жерде басымыздан өткізген нәрсеміз, оны жіберу оңай болған жоқ. Ол атмосфера ғой енді. Біз мысалы Қобыланды менен бұрын бітіріп кетті, күнде звондайды маған. Не болады? Не болады? Тез келші, мен жалғыз сырып жатырмын дейді. Мен ешкім түсінбейтін сияқты дейді. Мен ана атмосфераны неғып тұрмын дейді. Ол барғаннан кейін кәдімгідей ұйықтай алмай жүрді қанша күн. Мен де барғаннан кейін ұйықтай алмай жүрді. Екеуміз барсақ бір-бірімізді ғана іздейміз, потому что екеуміз ана атмосфераны білеміз ғой, қандай болған, не болған. Екеуміз бір-бірімізді іздеп тұрдық. Определенный бір уақыттан кейін бір 2 ай ма, білмеймін. 2 апта ма, есімде жоқ уже. Әрең дегенде жіберді. Өзі үйге келесек, отбасымыз да түсінбейді, достарым да түсінбейді. Деп, бірақ енді айтып береміз да қолдан келгенше, оны анда түсінеді ғой енді, бірақ енді өздері көрмегеннен кейін неғылмайды да, бірақ базар жоқ дейді. Бірақ нәтижесін көргенде де түсінген шығар. Иә. Көбісі түсінген шығар. Шалқармен ассоциациядан шаршаған жоқсың ба? Сені көбісі енді шалқар деп біледі. Иә, шалқар дейді. Кому что удобно. Мысалға, біреулер игроктағы Данияр дейді. Соңғы бір жылдың ішінде. Иә, біреулер Данияр Дәуренұлы дейді мысалға. Ауыл мұғаліміне байланысты. Әркім әртүрлі. Біреулер вообще 533 дейді. Бар ше. 533 дейді. Кел суретке түсеміз дейді. Өзіңе саған керек болса кел, өзің түс деймін. Маған керек емес деймін. Уже сондай болып кеттік та, уже, потому что беспредел да, енді болмайды да. Шаршайсың, әрине. Жеке шекара деген нәрсе бар ғой. Жат нәрсе да, вообще мәдениетсіздік та, ол еще ысқырып барып саған, дейді да. 533 да еще. Айрылып күлем шекеді. Кадрда көріне ме, көрінбе, айтып атқанның өзінде көзінде от. Шымен ғой енді. Дейсің, бір қойыңдаршы дейсің. Бірақ бағында ашқан рөл. Шүкір. Енді жалпы по масштабу, былай по Қазақстану «Жібек» деген сериал. Иә. Апаларымыз әлі күнге дейін сені сол «Жібектегі бала» дейді ғой. Мирас дейді, «Жібектегі бала» дейді. Өте сәтті шыққан сериал, роль, туынды негізі. Жаңа бағында ашқан рөл дедім. «Матрица» деген кино және де Киану Ривз туралы білесің ғой, негізі ол рөлді Уилл Смитке ұсынған. Уилл Смит сценарийді түсінбей бас тартыпты. Әлі күнге дейін интервью бергенде мен ол кезде топаспын, сценарийді түсінбедім. Және де әйелім айтқан, келіс деп, бірақ мен түсінбегесін бас тарттым деп айтып жүр. Киану Ривз оған осы күнге дейін алғысын айтады. Түсінбегенің үшін рахмет деп. Және де 5:32-дегі саған бұйырған рөлді негізі басқа актер тағайындалған басында. Сосын түспей қалды. Не себепті және де ол актер кім? Дәурен ба тағы да? Дәурен Серғазин. Тағы Дәурен. Дәурен. Мен де ойлағам, 2 рет сонда. Иә. Екінші рөлі болып тұр. Иә. Сонда оған дейін де былай кездесіп қалғанбыз басқа проекттерде. Бірақ есімде жоқ ол кезде кім өткен. Может Дәурен өтті ма, может басқа біреу өтті ма, есімде жоқ. Бірақ осы жол Дәурен Серғазин. Негізі басында кастинг жарияланған кезде мен 2 проектте жүрдім. Дос Мұқасан, ауыл мұғалімінде. Сосын
кастингке шақырдым, мен қазір физически үлгермеймін, мен потому что екі проектте жүрмін, үлгермедім. Біреу басқа қалада, біреу ауылдың қаланың шетінде, ауылда түсіріліп жатыр. Мен сіздерге келе алмай жатырмын деп. Сонымен, бірақ мен іштей қатты бір ниеттендім. Осы сол проекттің 532-нің какой-то бір мүшесі болсам екен, хотя бы деп, какой-то бір эпизодта ойнап кетсем екен деп. Бір бұйыратын шығар әйтеуір. Бұйырса бұйырды, бұйырмаса Аллаға тапсырдым деп просто жібере салдым ол нәрсені, потому что ондай нәрсені ұстап қалсаң, күтіп қалсаң, ты перегоришь, либо сен ауырып қаласың. Ана рөлге өтпей қалатын болсаң или не. Мен сол үшін де қатты не қылмаймын да, мен лучше жібере саламын, бұйырғаны болады деймін да, жібере саламын. Сөйтіп жүрген кезде біраз уақыт өтіп кетеді кәдімгідей. И кейін сұраймын, кім өтті негізі деп. Сөйтсем, Дәурен Сергазин екен. Дәурен Сергазин өткен, бірақ ол Россияда или Москвада, білмеймін қай жерде әйтеуір, осы басқа мемлекетте съемкада жүреді. И оның уже не қылайын десе, уже графигі вообще келмей жатыр. И так былай жылжытады, тағы жылжытады, подстраивать. И уже анаяқта уақыт кеп қалды. И что-то олардың кішкене уақыт жағынан вообще ешқалай болмай қалады, короче. Сонымен Алиш тұрады да ойланады, может это знак, может так должно быть. И так қайтан кастинг жағдайда жүреді, короче. Сол кезде мен ауыл мұғалімде соңғы күндер почти бір апта қалған шығар ары кетсе. Маған қайтан жазып тұр. Осылай. Сендер утверждать етіп қойған жоқсыңдар ғой десем. Жоқ, біз қайтан кастинг болмай қалды, иә. Жіберем. Сосын ауылдамын ғой, мына жақтан түсінбей жатырмын не. Сосын ертең келейін давай деймін. Ауылдан сұранып келем, ертесіне келіп проба түсірем, кетем, ертесіне ауылда қайтан съемкада жүрсем, Алиш сонда. Ол кезде Қобыланды өтіп қойған. Менен кейін өтті, по-моему. Сенен кейін? По-моему, менен кейін өтті ойым. Потому что менен кейін звондады ол маған. Әлі партнерің кім болатынын білмейсің ол кезде. Білмейміз ол кезде. Потому что соған байланысты не қылады ғой енді. Оған деймін, может, Дәуренді утверждать еткен кезде, может, қасына басқа біреуді утверждать еткен, білмеймін ғой. И Алиш сонда, мен кеше пробаны көрдім, брат, можно сделать конфликт, давай поработаем. Давай поработаем, Алиш. Я с удовольствием, без проблем. Сценарийный примерно оқыдым, бүйттім. Блин, мен андай көрген жоқпын, я говорю. Чингиз Абдуллаевты оқығандай болдым дедім. Сонымен келістік сол жерде, мажа болды. И одан кейін 2 күннен кейін ба, маған, по-моему, Коба звондады. Маған қарасам, 4 пропущенный тұр телефон, мен ауылда съемкада жүрмін. Братан, мен 5.32 өттім, ол бірге ойнап, қойшы деме, болды, кайф, красавчик. Сонымен пошло-поехало. Содан дуэт басталды дейсің ғой. Әйтпесе бір театрда істейміз ғой. Иә. Енді доссыңдар ғой, онсыз да. Бірақ негізі халықтың алдында дейтіндей. Ойнап шықтың, барлығы дұрыс болды, бітті. Бірақ о басында сенде бас тартам деген ойың болды. Бірінші күні. Бірінші сұхбатта айттың. Бірінші күні. Иә, бірақ бас тартам дегенде, бас тартсам бекен деген пендешілік қой просто. Пендешілік қой. Адам қиналған кезде болады ғой. Рельске түсе алмай жатырмыз, анау-мынау командам жас, бәрі жас. Әлі мысалға жалпы тематикасын түсінбей жатырмыз да, бұл кішкене басқаша түсірілді ғой бұл. Мысалға общий бір үлкен сахна, бірақ сценарийда қиылып тұр, оны осылай қиылып түсіреміз ба деп ойлаймын. Сөйтсек, ол қиылған сахналардың бәрін объединять етіп, общий бір сахна екен сөйтіп түсіретін болдық, короче. Ол сахналар еще кадр көп, как минимум 13-12 кадр болатын бізде бір сахнада. 18 кадрға дейін бардық, мысалға. И анан пока түсініп қабылдағанша отрицание болды, кішкене шок болды организмде. И одан кейін жаңағыдай бірінші күн пока освоение, еще локациялар көп, полевые условия, мысалы, пока тамақ келем дегенше, анау-мынау бірінші күн деп жылағым келеді да. Кетіп қалсам бәкен деп ше. Кәдімгі 5 рет па, 4-5 рет ана мысли посещать етті мен. Может, мне уйти деп, может, я не могу деп. И сосын іштен, деді бір, сен еркексің ба? Кімсің сен жалпы өзің? Өз-өзіңді бір сілкіп алдың. Бір сілкіп алдың айтқаныңдай. Қуасың ба? Сен қаншадан подводить етінде болсаң, ты че, елки-палки, басың жасайын. Соберись, тряпка дедім. Сен еркексің ба, кімсің? Келістің ба? Все, давай. До конца. До конца қалдың, құдайға шүкір. Шүкір. Бірақ сенің шығып кеткен жобаларың да болды ғой? Болды. Қатысып, бастап, бұл маған что-то ұнамай тұр, шығып кетем деген сәттер болды. Болды. Екеуі есімде, басқасын білмеймін. Біреуі Қырғызстанда қателеспесем. Біреуі Қырғызстанда. Иә. Ол жердегі сонда маған сенің ішкі процессің қызық. Шешім қабылдағандағы басты фактор не?
мен кетем дегенде. Өйткені ең бастысы неге? Сен сценарийді көрдің, қабылдадың, ұнады, келістің. Режиссерді білесің, көрдің, келістің. Қырғызстанда айтасыз ба? Қандай, қайсысы болса да, екеуінің қайсысы болса да. Ну, ол жерде форс-мажорная ситуация болды негізі. Очень форс-мажорная ситуация. Можно сказать, я им, ну, қалай айтсам болады. Мен оларға в поддержку көмек ретінде бардым. Потому что мен Астанада жүрмін. Как раз жатырмын. По-моему, я не помню, қай уақыт екен. Жаз ба? Жаз ау деймін сол. Жылы кез. Звондайды. Қырғызстаннан осылай. Круиз дейтін. Кино, полный метр анау. Да, о, классно. Проба түсіріп жіберем. Режиссер звондайды. Где ты ходишь, мой друг, анау-мынау деп. Мен сені іздеп едім ғой. Сөйтсем, оларда главный геройды шетелге жібере алмайды екен. А ол круизбен шетелге кететін кино екен. Шетелде түсірілетін кино екен. Ал ана жігітті короче, шетелге шығып, арест па, жаңағы счетында бірдеңе ма, өшім түсінбедім. Шектеуі бар. Сондай бірдеңелер бар әйтеуір. Сонымен звондайды, осылай деп. Жарайды, бағасын келсейік дедім. Бағасы былай, ары жылайды, бері жылайды. Жоқ, мен ондай бағаға түспеймін, ренжімін. Мен примерно ауыртпашылығын уже көріп тұрмын. Маған түсіндірді режиссер. Ондай бағаға түспейді екен. Тем более шетелде. Енді шетел көреміз ғой, анау шетел көрсек енді киноға байланысты ғой, мен не қатысым бар деймін. Ол сондай әңгімелер. Сен үшін ол жұмыс. Иә, сол әңгімелерін қойыңдар, сондай болмайды ондай деп. Сонымен қоймай жандады. Қазір сағат 10-да вылет бар Астанадан Алматыға. Алматыдан или 10-да ма, в общем, короче, сондай бірдеңе. Түнде. Уже сен на живца алып жатыр, е? Уже қазір билет аламыз, удостоверениеңді жібер. Осылай бізге көмектес, пожалуйста, біз күйіп баратынбыз, біз ертең уже съемканы бастауымыз керек. Біз горим уже, помоги. Осылай. Деп сенің гонорарыңды түсіріп жатыр, түстеп жатыр. Солай ғой? Түстеп жатыр, я, сол өздері айтып жатқан гонорары. Ары ойландым, бері қоймай звондады. Мен жоқ деп отырмын. Гонорарымды айттым, олар типа біз көтере алмаймыз оны. Қанша? 20%, 30%, 50% түсіріп жатыр ма? Қанша сұрап жатыр? 2 есе түсіріп жатыр. 2 есе түсіріп жатыр. 2 есе 3 есе түсіріп жатыр даже. Сонымен жарайды, бір қайыры болар дедім да. Бәрі құрып жатырмын ғой. Көрейін, неде болса дедім. Ұштым, Алматыға келдім, Алматыдан такси ұстадым. Ол жаққа бардым таңғы сағат 4-те. Бішкекке. Таңғы сағат 4-те мені күтіп алды. Оған Бішкекте болған ғой, Бішкекпен таныспын, білемін. Таңғы сағат 4-те күтіп алды. Таңғы 5-ке дейін режиссермен сөйлестік, үйттік. Таңғы сағат 7-те оятып алды. Деп тұрдым, ес білмеймін почти. 2 сағат ұйықтадым, жол, анау-мынау. Тұрдым, жол площадкаға келдік. Маған айтқан, ойбай күшті команда, анау-мынау. Маған бірінші очередь маған команда ұнаған жоқ. В первую очередь. Өздерінің айтулары бойынша енді маған команда ұнаған жоқ. Тех персоналды айтып жатсың ғой? Вообще жалпы вся команда, қайсы болса да. Андай жоқ та кішкене бір. Енді хотя бы бізде неғылған кезде, площадкаға барған кезде, актер ғой деп жаңағыдай кішкене көңіл бөледі ғой. Ешкімнің шаруасы жоқ сенде. Так, ладно, хорошо. Ладно, мақұл, қойшы, оны қойшы дедім. Бір камера, күніне 5 сахна, мен 3 сахнаға түстім. Бұл 5:32-ге дейін болды ма, кейін болды ма? Дейін болды. 2018 ба деймін, 18 ба, сондай. Примерно сол жылдар, 18 ба, 19 ба деймін. И болды, менде что-то отрицание бастала. Ұйқым қанбаған, тағысын тағы, команда кішкене, и что-то мен дей бастадым. Гонорар жағынан сындырды. Гонорар жағынан сындырды сосын. Что-то мен қайттым да, басқа нәрсені сылтаураттым да. Басқа нәрсені сылтаураттым да. Мен де осындай жағдай болып отырмын, маған кету керек дедім. Кешкісін. Форс-мажор дедің. Не форс-мажор? Солардың форс-мажоры сол ғой, мен соларды құтқаруға барып тұрмын ғой енді. Олар актерлар слетел же. Түсіндім. Иә, мен соның орнына тура тақалған кезде барып тұрмын ғой олардың. Кету себебің форс-мажор деп ойлап қалдым. Түсіндім. Басқа бір себепті айттым да. Сылтаурады. Иә, енді обижать еткім келген жоқ. Командалар мынандай, мыналар мынандай, мына жерде мынау жоқ, мына жерде мынау жоқ. Ештеңе айтқым келген жоқ. Сонымен онда ары тартып беріп, давай гонорарын көтерейік деді. Бар ма екен сонда? Бар ғой. Сен сұрағаныңды береміз деді. Мен айттым, мәселе онда емес деді.
менде просто осындай бір жағдай болып тұр, мен түсе алмайын деп тұрмын. Ертең проекттің ортасында денсаулығыма бірдеңе болып қалатын болса, проект срыв болады дедім. Бірақ кету керек болды маған, қалай да кету керек болды. Проект срыв болады дедім. Сонымен кеттім. Әрең жіберді. Режиссер ойбайлап, ты чё, блин, деп қоймай. Я говорю, я при всем уважении, кешіріңіздер дедім. Кешіріңіздер, я вас подвожу, я прошу прощения, я виноват. Но я хотел спасти, как мог, но у меня не получилось. Я говорю, без обид, ренжімеңдер. Сонымен кеттім, сосын ондағы бізге хотя бы советовать еттім, анан айттым. Сосын олар өздері Дәурен Айдарқұловты алды. Сонымен сол күні кеттім. Ол кино шықты кейін. Шықпады ма? По-моему, кинотеатрға шыққан жоғым, по-моему, ютубқа шықты деймін тек. Сонымен ютубқа шықты, по-моему. Платный каналда шықты деймін, мне кажется. Стримингке кетті бірден. Сондай шығар. Мен бірақ өзім көрген жоқпын. Түсіндім. Бірақ сценарий интересный, күшті. Просто более профессионально қарағанда, мне кажется, было по-другому. Енді одан кейін 5.32-ден кейін сен саудаласпайтын шығарсың. Айтқан гонорарыңды аласың, немесе әлгінге дейін... Я стараюсь, солай істеуге тырысам. Бірақ егер маған сценарий қатты ұнайтын болса, енді сценарий жақсы болатын болса, бюджет те жақсы болу керек қой негізі, бірақ бізде наоборот та, сценарий жақсы болатын болса, бюджет жоқ та. Тағысын тағы деген сияқты. Егер маған ұнаса, егер мен ойнамаған рөл болатын болса, егер мен жұмыс істей алатын, өзімді вообще басқаша, кардинально вообще басқа жағынан көрсете алатындай болатын болса, онда мен келісемін. Бірақ енді просто бір несі еңбек бағалану керек та. Қайсынікі болса да. Жоқ, сосын оның үстіне сені шақырып отқанда, сені шақырып, біз сені көргіміз келеді деп, бірақ бізде ақша жоқ дейтіндері енді дұрыс емес та ол. Өте дұрыс емес. Дұрыс емес қой шынымен де. Мақұл бір кастинг жариялап, бір 50 адамнан сен ілініп қалсаң, ол бөлек әңгіме. Бірақ тура саған хабарласып, сен үшін жазылған роль, сен үшін түсіріліп жатқан кино деп, бірақ кешірші, бюджет жоқ дейтін енді қынжылтады шынымен де. Сериалдан кейін көптеген ұсыныстар болды саған, және де көп ұсыныстан сен бас тарттың, өйткені жаңағы сериалдағы персонажға, кейіпкерге өте ұқсас рөлдер көбейіп кетті. Көп болып кетті. Бізде штамповать етуге мастер ғой бізде. Әрине. Өйткені жоқ, ол бүкіл әлемдегі заңдылық қой. Бір нәрсе өтімді болады, оған қарайды да, бізде осындай қылайық, өтіп жатыр екен, бұл жанр негізі, бұл тақырып дейтіндей. Бас тарттың ондай рөлдерден. Бірақ негізі сен осы бүгін бас тартып, кейін өкінген рөлдерің бар ма? Жоқ. Туф, мына жобаға бара салу керек деп кейін көргенде, шыққанда. Жоқ. Ондайлар жоқ. Ондай жоқ. Чуйкің бар онда. Бәлкім чуйкі шығар, бәлкім білмеймін. Енді сценарийін қарайсың, режиссерді қарайсың, режиссермен сөйлесесің, не қыласың, ақылдасасың. Хотя бы, если жүдә ондай болмай жатса да, хотя бы мақұл ойнап кеткен рөлің болса да, хотя бы енді бюджет жағын қарастырыңдар дейсің ғой. Ол да болмайтын болса, онда ренжімеңдер. Менде де бала-шаға бар, менде де отбасы бар, менде де кредит бар, менде де тағысындағы деген сияқты. Менде де әлі баспана жоқ. Так что жағдай жасау керек жігіттерді. Өзіңе сен жағдай сұрайсың ба площадкада? Өткен жақын арада бір актермен сөйлестім, айтады, мені мына жобаға шақырды, қыста түсіріліп жатыр, мен талап еттім. Маған бір ден дұрыс вагончик беріңдер, өткен далада түсіреміз. Суық, мен ауыратын жағдайым жоқ, кейін тағы рөлдерім бар ойнайтын, сондықтан. Сөйтіп мен сұрап, аналар қиналып кәдімгідей берді, бірақ тістеніп берді. Оның үстіне площадкалардың барлығы маған ала көзімен қарайды, қарашы мына жұлдызды деп. Бірақ ол негізі солай болу керек нәрсе. Ал біз қазақ пайшылыққа саламызда жарайды ештеңе етпейді, мен өтеміз, содан денсаулық кетеді. Әрине. Я сен, ой, молодец, анау деген атқа ие болуы мүмкін, ой, ештеңе сұраған жоқ, он не капризный. Мәселе онда емес. Капризный, не капризный емес, жағдай жасалу керек. Бірінші очередь актерға жасалу керек. Неге? Себебі кадрда сол адам, сахнада сол адам. Бәрі работает для актера. Сол жерде жүрген бәрі работает для актера. Например, сол сияқты нәрсе ғой, просто оны көбісі түсіне бермейді. Сен жағдай үшін күресесің ба? Сұрайсың ба? Енді сұрау керек негізі. Сұрау керек. Мен қазір агенттерім бар, агенттерім бәрін өздері реттейді. Жаңа договор болсын, басқасы болсын, анау болсын, мынау болсын. Қазір сұраймын. Себебі осыған дейінгі біраз проекттерде шынымен денсаулығым, кәдімгідей денсаулығым кетіп қалды. Жоқ, сосын оның үстіне проект бітеді,
Сен сосын үйге бару керексің ғой, отбасың бар, бала шағаң бар. Сен ауырып барсаң, тағы 10 күн жатсаң ауырып, ауыртпашылық енді әйеліңе тиеді, балаларыңа тиеді. Ауырасың, бірақ гонорарың сол ауырғандағы емің дәріңді көтере алмайды еще. Масқара. Не істеу керек гонорар көтерілу үшін бізде? Өйткені табысқа қарайтын болсақ, кейде кәдімгідей күшті жинайды біздің киноларымыз. Жоқ, күшті жинайды ғой. Бізде, білмеймін, не себепті олай екенін білмеймін. Бізде, мысалы, мынандай нәрсе құртады да, жалпы актерлардың ішінде түссем болды деген. Кішкене қандай да болсын, сериал болсын әйтеуір, көзге көрініп қалсам болды, түсіп қалсам болды дейтін нәрсе бар да. Жоқ, дұрыс, ол түскісі келеді, любой көрінгісі келеді, көзге ілінгісі келеді, бірақ енді слишком үйтіп не қылуға болмайды да. Мысалға, сен өтпесең артыңа қарап қаласың, например, болады кейде бір кастингтерға барасың, не қыласың, білесің, сен өтпей қалсаң, артыңда примерно 1000 адам тұр да, мен тегін түсе саламын дейтін. Или мен сенен арзанға түсе саламын дейтін, например. Демпинг, Например, айтам да, хорошо, түседі, например, но качество, ол бір. Одан кейін опыт деген нәрсе бар, по-любому. Ол екі. Ладно, ол мысалы одан ақшаны қысқартты, өзінің қалтасына салама, или болмаса басқа нәрсеге жұмсама, мен білмеймін ғой. Бірақ дегенмен де качество құрайды ол нәрседен. И мысалы актерлар сонымен өзінің құнын түсіріп алады. Актер өзінің бағасын білу керек. Любой актер өзінің бағасын білу керек. Да, көзге көріну керек, разговор жоқ. Сен осыны айтасың ба жастарға? Айтам. Марк ұстау керек деп, Марк ұстау керек. Неге? Актерский гильдия жоқ, конечно. И мысалға бізде забастовка болу мүмкін емес қой. Жоқ, Америкадағыдай. Потому что ондай болмайды бізде. Потому что бізде актерлардың сондай нәрсесі жаман да. Мысалға, маған ұнамайтын өзім көрген, осы күнге дейін багажымда бар нәрсе, өзім көрген нәрсе. Мысалға, давай деп тұрады да, жеме-жемге келген кезде арғы беріктен бүйтіп тұрады да. И да ты еще сондай екен ғой дейсің. Ұйымшыл емеспіз дейсің ғой. По-своему, да, бывает. Сол нәрсе просто обидно. И сосын жүресің одинокий болып. Сенің ойнайтын рөлдеріңе келсек, енді көбінесе, мен былай бастайын, менің Лос-Анджелесте оқыған, актерлік шеберлікті тамамдаған жақсы досым бар. Өте мықты университетте, институтта оқыды ол жақта, киноакадемияда. Сол айтады, біздегі актердің барлығы крутой болуға тырысады кадрда. Крутой рөлдерді алуға тырысады. Мықты басты персонаждарды. Бірақ актердің шеберлігі ондай рөлден емес, керісінше әлсіз, дәрменсіз, кейде мүсәпір кейіпкерлерден білінеді. Сенде ондай рөлдер бар ма? Ұсына ма? Өкінішке орай ұсынбайды. Мен қандай да рөл берсе де мен ойнауға дайынмын. Қандай рөл берсе де. Айтады ғой, амплуаң болады ғой, амплуаң келіп береді, характерный актер дейді ғой. Мен өзім сондай деп санаймын. Маған, мысалға, мен ойнағым келеді, например, физически беретіндей, оның пластикасын беретіндей, оның сөйлегендегі басқаша сөйлеуін, например, жест. Сондай нәрселерін бәрін отработать. И сондай нәрсе шығарғым келеді да, полноценный образ, вот соны образ деп айтады да, а біздікілер шашын бояйды да, сырға салады да, басқа костюм киеді да, қалай образым дейді да, қазіргі актерлар ше. И мен сен образ деп айтпай қойшы деймін да, просто персонаж дейсаш, хотя бы құрсын, образ деп айтуға ұялмайсыңдар ма деймін да. Образ деген нәрсе айырмашылығын түсінбейді. Неге? Ол іштей өзгеру керек. Ол ішкі зерносынан бастап өзгеру керек. Ол физически өзгеру керек. Ол пластически өзгеру керек. Ол сөйлегені, оның көзқарасы, оның взглядының өзі басқа болу керек. Вот сол кезде ол образ деп айтуға болады ол нәрсені. И то ол полноценный болатын болса. Не наделанный образдар бар, полноценный образдар бар. Көп қой енді айта берсең. Просто олар бүйтеді шынымен де розовый рубашка киеді да, мысалы, оның алдындағы кинода, мысалға, там водолазкамен жүрсе, басқа киноға келеді да, кішкене гламурно киінеді да, шашын боятып алады да. Я ол кинодағы менің образым деген әңгімеден жібереді да, ё-моё деймін да. Қойыңдаршы деймін да, ұялмайсыңдар ма деймін да. Іштен киесің шынымен де. Сонда қанша 10 жылдан астам уақыт жүрсің кинода, қателеспесем, 14-ші жыл басталды ғой. Жоқ, оның алдында. 6-шы класстан басталды. 6-шы класстан басталды, міне. Бірде бір ұсыныс болмады бұндай рөлдерге.
Негізі ондай кино түсірілмей ма? Ондай кино бізде бәрі комедия түсіреді. Комедия түсіреді, одан кейін мысалға түріңе қарайды да, байдың баласы ғой дей салады. Давай байдың баласына көрейік, или там, давай отрицательно көре салайық оны. Например, ше, андай бір персонажда жалпы сценарий жазылған өзінде де кішкене бір связующий болады, бір әдемі бір рөлдер болады, басқаша. Не знаю, арасында бір эпизодический болса да, эпизодник болса да, но алып жүретін бір какой-то бір весі бар бір роль болады ғой. Вот сондай болса да, например, ше, но анау кішкене басқашалау персонаж. Может, хияли болуы мүмкін, может, ол там, я не знаю, может, просто дворник болуы мүмкін ол. Но оно играет, да, например. Вот сондай нәрсе болса да, ойнаймыз, неге ойнаймыз? Просто ол интересный болса, если мен содан бірдеңе жасай алатын болсам, жасағым келетін болса, режиссер маған соған бүйтіп салып берсе, бүйтіп монолог беретін болса, мен оған қызығып, содан оқытый деп, мен мынандай нәрсе істей аламын. Давай, например, деп көрсетіп, сондай нәрсе істейтін болсаң, ондай да другой разговор. Күшті да ол. Әріптестерінде сен солай сипаттайды. Егерде қызықса рөлге, процесске, режиссерға, негізі жобаға қызықса, ешкенасын жерге қойды деп кәдімгідей. Иә, мен кетемін. Жан тәнмен беріліп кетеді. Мен тастаймын, бәрін тастаймын да кетемін. Маған ұнайды сол нәрсе. Экспериментке дайынсың. Дайынмын. Негізі. Дайын. Жоқ деген роль жоқ сен үшін. Жоқ деген кейіпкер деген вообще шектеу қоймайсың өзіңе. Жоқ. Дайынсың. Дайынмын. Егер маған жаңағыдай қызық болатын болса, если меня заразить, я буду болеть. Ақшаға да қарамайды екенсің, егер қызық болса. Ол енді бар енді, иә. Жаңағы біздегі айттым ғой, Жүргеновтың түлегісін, бірақ негізі бізде көбінесе актерларымыз клан болып бөлінеді. Мынандай клан бар, мыналар барлығы бірге жүреді, түседі, бір-бірін тартады. Мына бір клан бар, мына жақта алдыңғы буын, кейінгі буын дейтіндей, сен ешқайсысында жоқсың. Сені бәрі таниды, сені бәрі құрметтейді, сенімен санасады. Бірақ сен өзің оңаша жүресің. Неге олай? Кейде ыңғайлырақ қой, команда болып жүру, клан болып жүру, жұмыс көптеу, көмек бар. Ол сол не клан екенін түсінбей жатырмын да мен. Мысалы үшін Берік Айтжанов, Еркебұлан Дайыров, Азамат Сатыбалды сияқты актер. Актер А-класса дейсіз ғой, короче. Бірге жүреді, мысалы үшін. Олардан кейінгі буын бар, олар да бірге жүреді дейтіндей. Сен ешқайсысында жоқсың. Жоқпын. Желание бар ма? Желание жоқ. Неге? Білмеймін. Мен үшін ол дешевый нәрсе сияқты. Зачем? Актер деген ол жеке тұлға. Сосын кинопарктың кланы бар ғой, бөлек олар... Ол енді оны айтпай-ақ қойсын. Айтпай-ақ қойсын. Оны айтып ауыз шаршатпай-ақ қойын. Білмеймін, маған жеке болған ұнайды. Жеке тұлға ретінде, жеке өзім. Мысалы, ал жалпы клан болды делік. Не істеді ол кланмен? Ештеңе істеген жоқ қой. Ештеңе болды, ничего не произошло. Хорошо, они создали клан. Если, допустим, мен сол кланға бардым, мен просто сол кланның мүшесі деген атқаны болмаса, ол кланның істеген, атқарған ештеңесі жоқ қой. Мен үшін лично, мен өзім ештеңесін көрген жоқпын. Да, мысалы, Еркебұландар там театр ашты, Шам театрын ашты, мысалы, театрмен жүр, анда-мында кайф, күшті нәрсе. Бірақ именно жаңағы айтылған кландағы, например, Азамат ағадан бастап, Берік Айтжанов бар, например, Еркебұлан Дайыров, Асан, Мақсаттар бар, Дариктар бар, например, Аян бар, Асылхандар бар, например. Не істеді? Ол клан құрылды, бірақ ол клан не істеді? Мәселе сонда. Басқа кландар құрылды, олар не істеді? Мәселе сонда. Мен ол кланға кіріп, просто сол кландамын деген атқа ғана ие болатын болсам, маған ол кланның не керегі бар? Иә, не пайда дейсің. Түсіндім, рахмет. Өзің бірнеше сұхбатта айтқансың, театрдың табысы көп емес. Отбасың бар, 4 балаң бар, кредитің бар дедің жаңа өзіңде. Болады. Алдында неше дедің? 7 кредит дедің ба? Сондай бір нәрсе дедің. Жаптың ба? Жабылады ғой. Жабу барысындамын дейсің ғой. Жабу барысында. Просто биыл 2 қарындасымды ұзаттым ғой. Иә, құтты болсын. Рахмет. Ұлыңның тұсауын кестің. Ұлым тұсауын кестім. Иә, оның үстіне. Ол да шығын. Енді ол аса қатты бір немес енді болады. Неге азғантай ақша төлесе де, неге әлі күнге дейін театрда жүресің? Оның үстіне театр, мен түсінем, актер ретінде саған қызық, иә. Бірақ төлейтін ақысы кішкентай, интригалары бар, қақтығыстары бар, басты ауыртады кәдімгідей.
былай таразыға салғанда это того стоит деген нәрсе ғой? Оно того не стоит, просто я люблю свою профессию. Біз енді мен өзім кішкентайдан бастап сол сахнада жүргеннен кейін мен жақсы көремін сахнаны. Мен сахнаны жақсы көремін. Мен коллективімді жақсы көремін. Мен партнерларымды жақсы көремін. Мен спектакльдерімді жақсы көремін. Мен рөлдерімді жақсы көремін. И мен сол сахнада басқаша мысалы кинода істемеген нәрсені істей аламын. Кинода істелмейтін нәрселерді істей аламын. Мысалға. Ол жерде өзіндік еркіндігі бар. Кинода өзіндік еркіндігі бар. Например, екі түрлі нәрсе былай қарасаңыз. Вроде бір нәрсе, вроде бір творчество, бір искусство, бірақ вообще басқаша. И ана жерде сен полноценно кайфовать етіп шығасың. Басынан бастап аяғына дейін ойнап шығасың. Ол жерде сен шыңдаласың. Ол жерде сен фантазияңа ерік бересің. Ол жерде сен неше түрлі нәрсе істеуге болады. Формада боласың, иә? И постоянно формадасың. Көптеген сенің жақын достарыңда, әріптестеріңде той жүргізеді. Сен оған қарсысың, өзің үшін. Сен қатыспайсың. Мен жоқ. Принцип? Жоқ, просто принцип емес, маған жат нәрсе сияқты. Саған келмейтін сияқты. Маған келмейтін сияқты. Бірақ негізі күшті табыс көзі ғой? Жоқ, күшті табыс көзі, иә, қолдан не қылатын болса, қолдан келетін нәрсе ғой, принципе, жасайсың, өйтесің, өйтесің. Бірақ білмеймін, маған көңіліме жатпайды. Мен көңіліме жатпайды. Оның үстіне тағы бір табыс көзіне келетін болсақ, дуэт болып сахнаға шықтыңдар, Қобыланды екеуің, Коба мен Манс болып, иә? Бірақ соңғы кездері тарап кеттіңдер ма? Жоқ, біз дуэт болып шыққан жоқпыз ғой. Қалай дуэт болып шықпадық? Коба мен Манс болып сахналардан көрдік. Иә, енді әндер шықты, фестивальге қатысасыңдар, бейнебаян бар дейтіндей. Дуэт қалай дуэт емес? Жоқ, енді мысалы біз дуэт болып құрылған жоқпыз ғой. Біз просто дуэт болып қалыптастыңдар сериалдан. Қабылдады. Сөйтіп қабылдайды. Қабылдады. Мысалға. Негізінде ол олай емес. Мысалға, әркім жеке дара. Біз естелік үшін сол жердегі атмосферадан, сол жердегі өткен оқиғадан шабыттанып, почему-то просто ол ән жаздым, мен сөзін жаздым. Содан естелікке деп екеуміз жаздық соны студияға барып. Просто бірақ оның ондай масштабта атып кетеді деп, ертесіне біз бір жылдан кейін гаккуде тұрып ол әнді айтамыз деген вообще ондай ой болды. Ол кезде болмады, иә. Вообще. Просто для себя жазғанбыз ғой. И халық солай дуэт деп қабылдап қалды мысалы. А негізі енді совместно одан кейін жынды көбелек деген ән жаздық, например. Одан кейін онда сөз сенікі ма? Аралас. Кенжебек те бар, Нұрдолдай. Мен де жаздым, арыға дописал чуть-чуть. Ойда бар ғой енді бірге жазу деген сияқты. Бірақ мен де өзімде жеке жазғым келеді, ол да өз жеке жазғысы келеді, например. Сондай тема ғой. Сен жеке шыққың келеді сахнаға? Әнші ретінде? Әнші ретінде ма? Енді өткен Қобыландың шыққысы келетінін білем. Иә, ол бұрыннан оның данные бар. Данные бар, арманы. Музыкальный школада оқыған бала. Мен музыкальный школада оқыған жоқпын, бірақ әйтеуір ән айтқым келеді. Сонда бірге шықпасаңдар, сені бөлек көруіміз мүмкін? Мүмкін. Материал жаза бастадың ба, материалыңды? Жоқ, пока бастаған жоқпын, бірақ ойда бар. Ойда бар. Просто мен оған жең бүйтіп тұрып кіріскен жоқпын әлі. Бірақ бұйырса қолға алам. Так. Коба мен Манстың гонорар қанша? Егерде шақыратын болса. Бір шараға, той болсын, концерт болсын. Айтпай қойыншы. Айтпай қойыншы. Коба ренжиді десің де. Просто үстінен көріп жүрем да просто. Түсіндім, өткенде әншілік демекші бір видеоны көріп қалдым. Сен өзіңде салыпсың, оны байқамадың ба, білмеймін. Бір концертте өлең шумақтарын былай оқығанда микрофон ұстамайсың, ал ән айтқанда микрофон ұстайсың. Сол қолмен былай сілтейсің да, былай бірдеңке деп, ән басталғанда микрофонды алады екенсің былай. Да, білмеймін. Сіз көріп ал өзің Нұржан Әбубәкірді кәдімгі прикол ұстап отыр саған. Сол қолмен. Ол өмір прикол ұстайды, ол інім маған өмір прикол ұстайды. Ой, ол мықты деген. Ол Нұржанның негізі көрермен де білсін, кәдімгідей той басқаратын күшті бір жүргізуші керек болса, ол Нұржан. Нұржан, біліп жүріңіздер. Менің ең сүйікті жүргізушілерімнің бірі. Қаржы туралы әңгіме бастаған себебім 4 баланы әкесісің. Жаңа өзіңнің балалық шағыңдағы естеліктермен бөлістің. Сен үшін әрине ол кезде бір трагедия емес, өйткені әкең алып шықты. Бүгінгі таңда сенің табатын ақшаң жеткілікті ма? Осындай үлкен отбасыға?
шүкір. Шүкір жеткілікті, себебі әр баланың өзінің несібесі бар. Әр баланың өзінің несібесі бар. Мен ондайға сенбейтін едім, бірақ рас екен. Ол рас. Енді құдайға шүкір, 2 ұлымыз бар ғой біздің. Ол рас. Мен енді осы былтырға дейін общежитие тұрдым 12 квадрат метр. Иә, естідім. 12 квадрат. 12 квадрат. Бірақ почему-то соған 12 квадратқа бәрі сиятын. Бәрі сиятын. Қазір 44 квадратқа ештеңе сыймайды. Сен екінші бала келді, 4-ші балам келді дүниеге. Содан кейін аренданы жүйеге өтіп кеттік. Оның несібесі. Мысалы, Құдай беріп тұрды сон, несібесін беріп тұр. Егер ол болмаса, бәлкім тұра беретін бе әлде. Мысалы. Қимылдаймыз ғой бұлай дегенмен де просто қазір баспана мәселесі өте қиын. Өте қиын. Қымбат, ремонт жасайын десең, нелерде қымбат, квартира сатып алайын десең, жақсы бір жерден алайын десең, о жер удай қымбат, шеттен алайын десең, о жер кішкене ыңғайсыз, алыс, тағы бірдеңе деген сияқты, болмаса качествосы ұнамайды, болмаса тағы деген сияқты. Сондықтан әр баланың өзінің несібесі бар. Аллаға шүкір, табыс жеткілікті. Алла тағала өз несібесін беріп отырады. Егер ниетің түзу болса. Иә. Таңғалды мен. Жаңа неше жыл? 12 жыл? Жоқ, неше жыл общежитиеда тұрдың дедің? 2017-тен бері. 17-тен бері 6 жыл общежитиеда. Қиын ғой. Жоқ, 6 жыл емес, 5 жыл. 2022. Былтыр көктемде. Былтыр көштіңіздер. 5 жыл. Өте қиын ғой. Негізі ол общагада бәрі тұрған. Мен сенем, түсінем оны. Бірақ мен бір жағынан сенің жарыңды ойлап отырмын, иә? Қиын емес па? Негізі осындай өзі актриса, иә? Солай ғой. Бір театрда, бір сахнада бой көрсетесіңдер. Бір спектакльде, иә? Ол да бар. Бірақ кейде шаршадым, қиын болып кетті дейтін сәттер болады ма? Бір нәрсе өзгертейікші дейтін. Жоқ, нормально. Түсінеді, қолдайды. Күшті екен, мықты екен. Айтпай. Батыр қыз дейсің ғой. Тамаша. Осыдан бірнеше жыл бұрын әкең екеуің хит болып кеттіңдер. Не деген керемет қарым-қатынас, олар бір-бірін братан дейді, ойнап жүреді, күліп жүреді, бір-біріне әкесі ұлына еркелейді деген көптеген сондай мақалалар шықты. Bir сұхбаттарың бар бірге берген, таңғы бір бағдарламаға ма, кешкі бағдарламаға ма, сондай бір нәрсе. Бір ұлттық арнада әйтеуір көріп қалдым. Бүгінгі таңда сен Астанада тұрасың, әкең Шымкентте тұрады, анаң Алматыда тұрады. Араларың алыстап кеткен жоқ па? Қарым-қатынастарың? Жоқ, нормально. Бәрі жақсы. Қарындасым Түркістанда тұрады. Иә, нормально. Барып тұрасың ба, қалай кездесесіңдер? Қаншалықты жиі көрісесіңдер? Енді ол кісі Шымкентте жатқанның өзінің себебі бар, ол кісі денсаулығына байланысты жатыр. Сол жерде жаңағыдай ем қабылдап жатыр. Жаңағыдай массажы бар, сынықшысы бар, грижасының несі бар. Одан кейін сол жерде суы бар, түлкібастан су алдырады. Жаңа несін кішкене ауруын басатын. Соған байланысты сол жақта жатыр ол кісі. Әйтпесе негізі Алматыда. Мама осында, енді не істейді енді, шаңырақ осында, бала-шағаның мектебі бар, жұмысы бар деген сияқты, амал жоқ. Сонымен осылай жүрміз енді әзірше. Тезірек сауығып кетсін. Амин. Негізі емдеуге болатын нәрсе ғой, емделетін нәрсе ғой. Енді емделетін нәрсе шығар енді, в принципе, бірақ білмеймін, что-то біресе жүреді, жақсы болып қалады, қайтып ертесіне хабарласып алатын болсын, что-то ауырып қалады, суық тигізіп алдым дейді, тағы бірдеңе дейді, сонымен. Өзі де шошаңдап жүреді ғой енді. Өзінен көрсін, десіңдер. Өткенде бір мақала көріп қалдым, білмеймін, рас өтірігін, өткені мен сенбейтін болдық қой. Не осы соны шығарса алады қазір. Бірақ бір сайттан көрдім, әкең ұлымды актер деп мүлде есептемеймін депті деген мақаланы көрдің бе өзің? Мен естігем сондай бір деген. Енді есептемеймін деген ондай емес ол. Өткен жаңа алдында айтқан әңгімеге ұқсамайды да. Сені экранда көріп жылаған, кәдімгідей сені қолдаған, әкенің сөзіне ұқсамайды. Ол кісі мені всегда қолдайды. Мысалы, кешеде Жол деген кино шықты ғой. Сөзде сұрап отыр. Братан, қалайсыз, қалай болды? Киноңыз қалай болды? Жақсы болды ма? Ұят болып қалған жоқ па? Ұялатындай емес па? Не деген сұрақ? Айттым, вроде ұялатындай емес дедім. Жаман емес кино. Халықтың көңілінен шығып жатыр. Отметка жасап жатыр. Халық бағасын беріп жатыр. Аллаға шүкір, ұятқа қалатындай емес дедім.
наоборот ол кісі маған жанашыр. Жаңағы сонда жалған болып тұр ма әлде? Может енді Сөйлестіңіздер ме ол жайлы? бұрмалап жіберді ма, может басқаша. Мен просто андай как ол кісінің просто өзінің ұстанымы мынау да, мен әлі өзімді актер деп санамаймын дейді. Өзі туралы солай. Өзі туралы айтады. И может соны бұрмалап жіберді ма, білмеймін ғой енді, бірақ мен де өзімді әлі полноценный актермын деп санамаймын. Иә, мен ол үшін әлі біраз еңбек етуім керек. Мен қырдым, жойдым деп айта алмаймын. Мен былай қарасаңыз, мен енді бастадым. Осыған дейін мен еңбек еттім, бірақ мен соған дейін осы бір жетістікке жеттім, сол жетістіктен мен енді бастадым. Әке ретінде кеңес керек маған. Біріншіден 4 баланың әкесі болу бір мен үшін бір өте қиын нәрсе болып көрінеді. Өйткені екеуінің өзі кішкентай болса да соншама назарды, соншама сенің уақытыңды талап етеді. Күшіңді, сенің қасында болғысы келеді, сенімен ойнағысы, сөйлескісі келеді, сені жібермейді. Қалай алып жүресің? Сенің жұмысың әрдайым сені басқа жерге алып кетеді. Үйде көп бола бермейтін шығарсың, немесе түсірілімдердің арасында ғана бір үзіліс болғанда, бір проекттен бір проектке кірмей тұрғанда, қалайша олармен байланысты жоғалтып алмауға тырысасың? Енді қолдан келгенше байланысты үзбеуге тырысам, айтып кетемін, ақылымды айтып кетемін, тәрбиелеймін. Үлкенің қазір нешеде? 10-да. 10-ға келеді, Алла қаласа. 10-ға келеді. Ол енді өзімнің фанатым енді. Таза фанатым. Әке деп тұрады, әке деп. Бірдеңен не қылсам, кисем, соны кәдімгі бүйтіп, андай, фанат деген нәрсе болады. Мен фанатым сол. Мен не істесем, соны істейді. Мен не істесем, не айтсам, соған күледі. Қақалап күледі кәдімгіше. Любой бірдеңе қырт жіберемін, прикол істей саламын, соны анау деген кәдімгі. Жыртылады ма? Қақалап, ат дүшігіп, менің әкем айтып тұр, көрдіңдер ма деп шығады. Сондай да. Қандай күшті. Иә, қандай жақсы көреді. Енді мен бәріне бірдей уақыт бөлемін деп айта алмаймын. Бәрін бірдей тәрбиелеп жатырмын деп айта алмаймын. Қолымнан келгенше істеп жатырмын, қолымнан келгенше тәрбиесін беріп жатырмын, қолымнан келгенше ақылымды айтамын, қолымнан келгенше уақыт бөлемін, қолымнан келгенше қыдыртамын. Бірақ енді прям азынан кешке дейін прям полноценный бүкіл энергиямды соларға жұмсап жатырмын деп айта алмаймын. Бірақ мен солардың болашағына энергиямды жұмсап жатырмын. Солардың болашағына энергиямды жұмсап жатырмын. Қазір қасында болмасам да, ертең болашағы болсын деп, ертең солар ештеңеден нуждаться етпесін деген мақсатпен жұмыс істеп келе жатырмын. Керемет. Өте күшті. Бұйырса. Перспективаға жұмыс істеп жатырмын дейсің ғой. Иә. Өте маңызды нәрсе, маңызды ғой. Алайда әрине қасында болғың келеді ғой. Болғым келеді, иә. Боламын да. Құдай қаласа, Құдай күш қуат берсе, боламын да. Тәрбиемді беремін де, тәрбиелеймін де, ақылымды да айтамын, бағдар көрсетемін. Қалай болса, любой момент мен айтамын балаларыма, мен тек андай әке деп не қылмаңдар деймін. Мен көп нәрсе, любой нәрсені түсінемін. Любой нәрсені түсінемін. Мен дос ретінде менен сұра. Любой сұрақ балам, вообще без проблем. Өйткені сенің де көрген моделің сол ғой үйде, әкеңмен. Иә. Қарым-қатынастар сондай болды. Иә. Енді определенный уақытқа дейін мен бұзық болдым просто. Мен қатты бұзық болдым. Мен строго ұстамаса, мен кетіп қалатын едім. Сондықтан да одан кейін барып, бір уақыт келгеннен кейін барып, уже кәдімгі сондай уже ашық темаға сөйлесе бердік. Уже кәдімгі спокойно алмау деп. Ал жаңағыда келетін болсам, мен сразу қазірден бастап айтам. Потому что қазіргі балалар басқаша да жаңағыда, амбициясы бар. Өте ерте есейеді қазір. Мынаның себебі ғой. Иә, информация көп. Анан көреді деген сияқты. Соны айтып, балам, егер сұрақтар болатын болса, любой сұрақ, әке дос ретінде сұрақ деп айта сал, если что деймін, қатты қысылып тұрсаң. Әкелік шляпымды шешем. Иә, шешем. Болды, балам. Досың болады. Смело, вообще. Ешқандай не жоқ. Күшті. Жаспыз ғой, мен де жаспын ғой. Баламмен арамыз қанша? 20 жас па? Бір дилемма бар. Дилемма тығырық. Мына өнерде жүрген ер адамның дилеммасы шығар. Өнердегі амбицияларыңды қуалау, артынан жүгіру, өз армандарыңды орындау, немесе отбасының қамын ойлау. Осы балансты қалай табасың? Түсініп тұрсың ғой, кейде болады мысалы үшін. Ана жер кәдімгідей сенің деген атыңды шақырып тұр, барғың келеді. Бірақ мына жақта отбасың бар,
оларға көңіл керек, оларға қаржы керек. Сондықтан да кейде мүмкін бас тарту керек па бір нәрседен, басқа нәрсеге келісу керек па, өйткені ол жақта ақшасы көптеу дейтіндей. Балалардың қамын ойлайсың. Ситуацияға байланысты, бірақ мен өзім ләззат алатындай, өзім содан сол процесстен кайфовать ететіндей, өзім сол процесстен ары қарай өсетіндей, болмаса бірдеңе алатындай дүние болса, мен кетем. Ақшасы болсын, қатты прям не болмаса да, әйтеуір, бірақ ертең еңбек хотя бы бағаланатын болса, кішкене болсын, тағысын тағы деген сияқты. Мен кетем. Өзіңе ұнамайтын рөлге келісетін бе едің, егер де отбасыңа сондай бір дәл қазір сондай көмек керек болып тұрса, қаржылық мысалы? Иә, әрине. Мен принциптарыңды ысыра саласың. Ысырасың, амал жоқ. Бірақ енді дегенмен де қатты нашар болатын болса, онда ол нәрсені аттай алмайтын шығармын. Сценарий нашар болатын болса, болмаса не прям ақшасы ойбай асып тасып бара жатса да, қатты сценарий нашар болатын болса, мен абыройымды ойлайтын едім. Ең қызығы, бізде ондай бір нашар сценарий ұсынатындар көп ақшада ұсынбайды ғой, иә? Негізі солай болу керек қой. Сол ғой. Мынау бір отстой нәрсе, бірақ ақшасы көп деу керек. Бізде отстой ұсынады, ақшасы мынандай. Ақшасы да сол. Выход жоқ кейде ештеңе. Ой дейсің. Мыналарын тіптен ұят дейсің. Актердің жағдайы, жаңағы сенің табатын ақшаң жайлы айтып кеттік. Сен бір әріптесің былай деді маған. Енді біз барлығымыз... Қайсысы екен ол? Оны өзің кейін енді вычислять етіп табарсың. Ақшаны көп таппасақ та, сырт келбетіне, киім кешегіне, стиліне өте көп ақша жұмсайды дейді сені. Қатты қарайды дейді. Рас па? Рас. Енді не үшін мен үйтем? Мен одан мотивация аламын. Мен одан уверенность аламын. Менде бәлкім сол кезінде, может, не аған шығармын, может, уверенность болмағаннан кейін ба, может, не ма. Енді халықтың алдында жүргеннен кейін, концертке бір жерге шығып қаласың, сол кезде тыпыршықтап қалмайтындай, неге, не алып деп демейтіндей, просто мен на всякий случай деймін да, ертең, может, бір выходқа киіп қала салармын деп алып қоя саламын. Зато оны тура сол моментте, бір ар жағында бір 2 апта болып қалуы мүмкін, бір айдың көлемінде болып қалуы мүмкін, концерт шығып қалады, или там бір жерге шақырып қалады, сол кезде ұялмай киіп барасың. Өзіне сенімсіз адамға ұқсамайсың. Ондай нәрседен қысылатындай. Жоқ, қазір ғой. И маған, шынымен де, маған ұнайма зат, мен алам. Ол қымбат болса да мен алам. Ол қатты қымбат болатын болса да, ертең мен қалтам тесетін болса да мен алам оны. Иә, мен бұрыннан сөйтем. Ең қымбат гардеробындағы, ең қымбат киім құны 1 миллион. 1,5 миллион. Ой, ондай емес енді. 1,5. Так, менің Луи Виттондарым қай деп дейді. Жоқ, ондайға жете қойған жоқпын. Жоқ, мен енді алам деп отырғасын сұрап тұрмын ғой. Иә. Бұйырса онда алармыз, бұйырса. Әзірше енді пока қоя тұрайын дедім, оны слишком ондайға кетпей қойын деп әйтеуір. Ең бастысы таза, үтіктелген, одан кейін жаңа баратын жеріңе байланысты сол жерге соответствующий ұялмайтындай киіп баратын болсаң болды. Ал бағасы оның? Ал бағасы оның ең қымбатының ары кетсе бір 200-300 мың теңге шығар. Аха. Түсінікті, енді түсіндім. Ондай болса, әйтпесе мен сен ана 2-3 миллион деп отыр деп шошып кеттім жаңа. Жоқ, қалай болса да алам дегесін. Ойда бар ғой. Бірақ жеткізсін. Иә, жеткізсін. Жоқ, имеется в виду мен алсам жаңағыдай аяқ киім алуым мүмкін, қымбат аяқ киім, сағат алуым мүмкін. Сондай нәрсе. Прям киімге келген кезде енді по возможности көреміз ғой, ыңғайын кетті. Бірнеше сұхбатында өзіңде айтқансың, тез қызып кетем, негізі мінезім шатақтау деп. Эмоциональным ғой, иә. Эмоциональныйсың. Тез басылады ма, әлде олай емес? Тез басылады. Аха. Тез ашуланам, қатты ашуланып кетуі мүмкін бір моментте, прям нефтемі тұрып қосып кетуі мүмкін. Ол біздің әулетте сондай. Біздің әулетте единственный мен. Қан дейсің ба? Иә, қан. Әкемнің інісі бар, туған інісі. Абу Ғасыр дейтін. Сол кісі ғана салмақты. Салмақты емес енді. Басқаларына қарағанда өте спокойный, равномерно қарайды, әр нәрсе салмақты қарайды, спокойно, ақылмен шешіп. Контролі бар дейсің. Контролі бар. Қалғандары, балта қайда, найзаң, атқа қон, кетеді, тоқтамайсың. Бірақ тез қайтады. Сен ондай сәтте өзіңді енді көзіңе елестетсең, қаншалықты қатты кетіп қалуы мүмкін? Қол көтересің ба? Кетіп қалам. Мойындаймын, кетіп қалам.
мен сосын жоқ, егер қоймай жатса, адам артық кетеді, артық айтып қоятын болса, кетіп қалады қолым. Білмеймін, қолым кетіп қалады. Адам қатты қалай болған білмей қалады. оған дейін просто мынандай болады да, оны қойшы дейсің ғой, мысалы адам сен провоцировать етеді ғой, и қоймай, сен уже тон көтеріледі, қойшы, пожалуйста дегеннен кетесің ғой, например. Одан сайын провоцировать еткен кезде уже қоймай айтқан кезде как-то қойдыру керек болады да, и не в тему қол деп ұстай алмай қаламын да, қолым кетіп қалады. И мен мысалға сөз айтқан кезде мен асырып айтуым керек болады почему-то. Тесіп, прям қатты сүйектен өткізетіндей сөздер айтып. Тілің өткір. Өткір, қатты айтам, бірақ сосын қатты өкінем соған. Бірақ мен енді Алладан кешірім сұрап қайтарып аламын сол сөздерімді. Жоқ, Алладан кешірім былай тұрсын, ол кісіден кешірім сұрайсың. Жоқ, ол кісіден кешірім сұрайсың ғой. Сұрай аласың. Сұрай аламын. Бірақ жаңа басылғаннан кейін келіп сұрай аламын. Бірақ енді мысалы сондай нәрсеге жетіп кетеді да кейде. Бір досың айтты маған, оның досы болу күшті, керемет, бірақ оның жау болу одан да қызық, өйткені ол сені күшті формада ұстайды дейді. Еш қашанда сен демалмайсың. Оның жауы болсын. Жауларың көп па? Жауым жоқ. Бір сәтте жау болып қалуы мүмкін. Жоқ, енді андай, прикол ұстап отырып, жаңағыдай бір-бірімізге ілініп қалып, сен бүйтті сарказмнан кетеміз ғой, сен актер емессің ба, анаға бүйткен, анаға сөйткен деген сияқты. Сондай бірдеңелер кезде болмаса, площадкада прикол ұстап кішкене для настроения. Сондай кездер болмаса, былай, білмеймін, мен үшін менің жауым жоқ. Енді біреуге мен бәлкім жау шығармын, мен білмеймін енді оны, кімнің көзқарасы қандай екен, бірақ мен үшін ешқандай жауым жоқ. Бұл мінезбен негізі үйдегі қарым-қатынас қиынға тұрмай ма? Келіншегіңмен? Жоқ. Сүйіктіңмен? Жоқ. Ол жақта олай ашуланбайсың? Жоқ. Қатты кетпейсің? Жоқ. Керемет. Былай сұрайыншы, жаңа Қазақстанда актердің жағдайы өзгерді ма? Жақсарды ма? Шын айтайын ба? Әрине шын айт. Мен көзбояушылық не керек бар? Ештеңе өзгермеген сияқты. Әзірше. Актер үшін. Негізі жаңа Қазақстан жоқ деп тұрсың ба? Негізі ештеңе өзгермеген сияқты. Мен үшін солай. Байқамайсың? Мен ештеңе байқаған жоқпын, өзгеріс, ешқандай өзгеріс байқаған жоқ. Бәрі сол күйі қымбат. Одан да қымбат болып кетті. Одан да қымбат болып кетті. Мысалға. Сол күйі емес, анау бензин қымбаттады, продуктың ол 2 есе, мысалы. Бізде мысалға, ойбай зарплаттарың 30% қосылады дейді, ол қосылғанда какая разница? Продуктлардың 3 есе қымбаттау. Инфляция 40% болса дейсің. Мысалға деймін, квартиралардың ол бағасы ұшып тұр. Мысалы, мен ешқандай өзгеріс көріп тұрған жоқпын. Ешқандай жеңілдік, ешқандай өзгеріс көріп тұрған жоқпын. Не только актерларға ғана, вообще жалпы. Саған марапат керек па? Дарын сыйлығының иегерсің. Дарын сыйлығының иегерімін. Мен сұрақ қойып тұрған себебім, біздегі Қазақстандағы актер негізі неге ұмтылады? Осындай бір шыңға жеткім келеді, осындай бір марапат алғым келеді дейінде. Шетелде Оскар болса, бафта болса, басқа бір не болса, марапат болса, бізде жоқ сияқты. Кәдімгі, егерде сен мемлекеттік жүйеде жүрген адам болмасаң, ондайды, кәдімгідей өзің армандап жүретін кісі болмасаң, ондай бір ештеңе жоқ. Әлде мен қателесем ба, бар ма ондай жетем деген армандап жүрген үшін? Сенде актер үшін негізі? Білмеймін. Шексіздік нәрсе ғой негізі ол. Мысалы, әр опыт сайын сен өскің келеді. Жоқ, мен оны түсінемін, бірақ енді қандайды бір өлшей алатындай, сенің жетістіктеріңді өлшей алатындай, сенің тәжірибеңді өлшей алатындай сондай бір әдіс болу керек қой. Кей жерде ол статус, кей жерде ол марапат жаңағы, кей жерде ол гонорардың өсуі, мысалы үшін. Бізде қалай? Актер өзінің бір дәрежеге жеткенін қалай түсінеді Қазақстанда? Оны білмедім. Оны өзім білмедім. Атақ, білмеймін. Атақ берді, алдым. Не өзгерді дейсің, Не өзгерген жоқ. Ары кетсе, зарплатаңа 5 мың теңге қосылатын жер қосылса, оны қадалып атқан ешкім жоқ, білмеймін да. Мысалы, одан заслуженный деятель, например, заслуженный деятельдер көп, бірақ ол лайық па, лайық емес па, ол тоже вопрос. Ол үлкен сұрақ. Дильназ Ахмадиев айтады ғой, мен
жаңағы заслуженныймын, сондықтан мен мысалы үшін автобуста тегін жүре аламын дейді деп прикол ұстайды ғой. Ділназ жүрсе сол автобуспен деген әңгіме ғой. Атақ беріледі, бірақ ол актердің өміріне, өнер адамының өміріне ешқандай әсер етпейтін сияқты. Оның үстіне қарыздар болып қаласың ғой мемлекетке. Қарыздар. Мысалға бұрын мынандай болатын, заслуженный деятельді алған кезде жылына бір рет 10 күн Совминға жатып емделуге болатын. Берін алып тастады. Алып тастады ма? Ол да жоқ па? Ол да жоқ. Мен мысалы анам алған жылы құтты болсын айтпақшы. Қашан? Біраз болып қалды. Алды, соның алдында ма, сол жылдар ма, уже алып тастады ол нәрсені. Анам қарала алмайды енді Совминнен. Как заслуженный деятель Республики Казахстан в год один раз посетить Совмин не получается. Оның не керегі бар онда? Мақыл алдың болды, ал просто мына жерің төсбелгіге байладың, оны кім біліп жатыр, кімге керек? Ол өзіңе ғана керек болмаса, білмеймін. Енді берсе аласың, бермесе прям ойбай беріңдер деп жармасатындай нәрсе емес. Әрине. Әрине. Ондай өзің сұрап алатын, қинап сұрап алатын марапаттың не қажеті бар дейсің? Халық куә. Халық өзі бағасын береді. Не жақсы, не жаман дейді. Сені жаңа айтып кеттім ғой, онымен дос болу күшті деп айтты жақын досың сенің. Достарың көп. Шүкір Алла. Күшті уақыт өткізесіңдер. Басқа елге де шығасыңдар, өте күшті. Аралайсыңдар. Бірнешеуін көріп қалдым енді. Арасында менің де достарым бар ғой, сенің достарың арасында. Бірақ кейбір бір досың маған жеткізген, ол қаншалықты осындай ашық, ақ көңіл, экстраверт болып көрінсе де, өте жиі жалғыз болуды ұнатады. Тіпті компанияда жүргенде де кетіп қалуы, ішке үңіліп кетуі әбден мүмкін дейді. Сен рас па? Рас. Сонда жалғыздықты көбірек ұнатасың ба? Жалғыздық емес, просто спокойствие. Маған тыныштық ұнайды. Тыныштық ұнайды. Маған көп внимание болса, менде дискомфорт пайда болады. Мен отырмай кетемін ана жерде. И арқам тырысады, и мен дұрыс емес нәрсе істеп жүрмін мүмкін да сондай кезде. Ондай атылып кетуім мүмкін сол моментте. Білмеймін, менде іштей прям кәдімгідей дискомфорт пайда болады. Бірақ кейде болады, прям арқам ұстайды да, мен публикаға ойнағым келіп тұрады кәдімгідей. Адам еркелегім келіп тұрады ше бүйтіп. Кружите меня деп дейсің. Деп ше, алдында қазақ фильмде День казахского киноны Азаматова ұйымдастырды. Сол кезде вот білмей почему-то мен еркелегім келді, мен еркеледім, күшті еркеледім. Маған ұнады атмосферасы, мен еркеледім. Болады кейбір кезде шынымен де андай қатты көп болып кеткен кезде внимание менде какой-то бір дискомфорт пайда болады, мне душно становится. Қарсыластық, ішкі. И мен демім тарылады да, маған тыныштық керек болады. Барып, жалғыз ғана ойлап отырып, тыныш музыка тыңдап, просто өз-өзімен қалғым келіп кетеді сондай кезде. Жақсы, оны түсінетін күшті. Өз-өзіңе анализ жасап, менің осындай характерімде осындай нәрселер бар, олармен жұмыс істеу керек, оларды ескере отыру керек дедім. Сен негізі психолог, терапия деген нәрсені қолданып, пайдаланып барып көрдің ба? Жоқ, мен мамам психологиясы маған былай жетеді. Анаңмен сырласасың, сөйлесесің. Мен мамам ғой, өнерге алып келген анам ғой мен негізі. Әлі дейін солай? Әлі дейін солай. Бір нәрсе болса, іште бір нәрсе сені жеп жатса, барып анаңмен сөйлесесің. Айтам, мамам осындай болады. Керемет, өте күшті. Мамам өзі жаңа психолог туралы бір передача жүргізбеді ғой. Сол кезде біраз адам келген кәдімгі маманы іздеп жұмысқа. Сіз көмегіңіз керек деп. Көмегіңіз керек, қабылыңыз деп. Мама сонда қабылдайтын. Потому что қоймайды ана кісілер. Мама айтады, мен негізі актрисамын деп. Жоқ, сіз аналар әдмен сенген ғой енді, халық сенген ғой. Сосын ақша береді, мама, алмаймын мен бұндай алмаймын дейді. Мама айтады, мам, все, срочно, психологический кабинет ашамыз, все, давайте. Мам, четкий ақша табамыз, рекламасын жазамыз деп қойып, кетіп бар жындысың ба, не айтып отырсың дейді. Жаңа мамандық, жаңа бір бағыт болып кетіп. Подаркаларын алып келеді, мама олармен жаңағыдай өз несін айтады, аналар кісілер күшті болып кетеді кәдімгі бүйтіп ше.
вот сондай кездерде болды. Түсіндім. Рахмет. Рахмет. Ондай болса бүгінге соңғы сұрағым. Сен өз көзіңмен көргің келетін және сен өмір сүргің келетін Қазақстан қандай? Қазақстан қандай ел? Күшті Қазақстан десем. Енді білмеймін. Бәрі орнымен болса, әр нәрсе өзіне лайықты нәрсе болса, бәрі доступный болса, бәрі бірлік болса, тыныштық болса, әйтеуір ең бастысы. Просто неде болса справедливо болса екен деймін. Адал. Адалынан бәрі справедливо, ешкім ала жібін аттамай, ешкімді даттамай, ешкімді ұрмай, соқпай, ешкімді түсірмей, әркім өз бетімен әдемі керемет өмір сүрсе екен. Заңдары жұмыс істейтін, кәдімгідей. Заңдары жұмыс істейтін, иә. Соттары адал. Адал, иә, ешкім андай неге коррупцияға жол болмайтындай. Просто реально кәдімгідей. Заслужил? Заслужил. Не заслужил? Ақтақ, қараны қара дейтін. Справедливо болса деймін. Бірақ справедливость вообще жалпы өмірде бар ма жоқ па, мен соған әлі көзім жеткен жоқ. Потому что көп жерде несправедливо. Көп жерде и всегда почти несправедливо. И мен сол үшін қатты күйіп кетемін. Сол нәрсе мені кәдімгідей бүйтіп жібереді де кәдімгідей іштей. Сол үшін мен көп жерде күйіп кетемін. Сол үшін көп жерде мен жарылып кетемін. Бірақ кейбір сәттер болады, жұту керек болатын, сол кездерде жұтамын. Оны да үйрендің. Үйрену керек, әйтпесе болмайды. Ол күнге де жеткізсін. Сол күндерге жетейік, жақсы күндерге, қуанышты күндер, тыныштық болсын әйтеуір, ең бастысы. Ешқандай, мысалы, карантинде де болдық, мысалы, январьский событияны да көрдік, например. Болдық, көрдік. Оңай емес. Ешкімге оңай болған жоқ, қиын болды. Қаламызды андай түрінде көру қиын болды. Жалпы карантинде де ешқайда шықпай үйде отыру, жұмыс істемеу деген өте қиын болды. Сондықтан да сонда ешқандай жаман нәрсе болмайды, тек жақсылық, справедливо, әдемі, адал, күшті бір өмір сүрсек екен деймін. Аумин. Рахмет саған. Рахмет. Бүгін уақыт тауып, таңертең оянып келе салғаның үшін оқашы көп рахмет. Оянамыз ғой. Иә, керемет. Өзім үшін өте қызық әңгіме болды. Көрерменге де ұнады деген сенімдемін. Енді кездесіп тұрайық, баняда болмаса да. Бірақ көрісіп, араласып кездесіп тұрайық. Көп рахмет саған. Сәттілік, сені жаңа қырынан танытатын рөлдер көбейсін. Амин. Амин. Құдай қаласа. Алла разы болсын. Көп рахмет. Саған да рахмет, сіздерге де көп рахмет. Бұл ашығын айтқанда жобасы, жазылыңыздар, қолдаңыздар, сториске салыңыздар, және де комментарийларыңызды күтеміз осы шығарылымның астында. Сәттілік, сау болыңыздар. Бүдіш. Әбеке сияқты бүдірсен. Өткенде бір түсіндірмеге келіп, ол кезде гәккуде істеймін. Бір, махаббат кафесі ма, Ерке Исмахан түсті ғой. Сол жерде сұхбат алайын десек қоймай, гәкку гагагай деп қоймай бір 5 минутта айтты ғой, сұхбат ала алмадық сол күйінше. Бермейді ол. Ол қосып тастаса, ол бергізбейді ол. Иә, сол тактика сияқты бір жағынан. Білмеймін, бәркім. Мен енді алдымда интервью беріп жатырмын, ана пельменный рабствода. Өздері шығып бастады, маған бірінші тиісті. Дедім, сосын болды, мақұл дедім. Бастарына кәдімде отырып ап, бері деп ауыздықтарын былай тартып. Әбден қандарын іштім бар ғой, әбден іштім. Просто площадка күшті болды бірақ кәдімде, атмосфера, ахаха-ихихимен күшті. Мен ол сұхбатты көрдім. НТК ғой. НТК-ға сен прям тістеніп сұхбат беріп тұрған бір сәтті көріп қалдым. Потому что олар маған тас лақтырды, ол тас кеп көзіме тиді менің. Сосын мен уже оған дейін айтқан сөздері бар, мешать еткендері бар. Мақыл деп, мақыл оның айтқан сөздері, жаңағы мешать еткендер мақыл ол. Ана просто тас кеп именно бір көзіме тиген кезде іштегі ана оянды да өйтше деп жұтып тұрып, әрең дегенде тұрдым да өйтіп, сосын бермейме дедім. Халық екенсің. Түсіндім. Бірақ қайтесің енді. Сосын өздерінде вообще ештеңе істеткен жоқ. Вообще. Өздерінен көрсін.